Әріптестер, бастаймыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Үшінші секция жұмысына қош келдіңіздер. Секция атауы қашықтан оқыту жағдайындағы мектеп ішілік активтің рөлі. Әріптестер, осы секцияда сіздерді көргеніңізге қуаныштымыз. Бүгінгі жұмыс сіздер және біздер үшін, тыңдаушылар және спикерлер үшін өте табысты болады деп ойлаймын. Негізгі ең бастысы, өзіміздің әріптестеріміз Елдос Болатович пленарлық сессияда айтып кеткендей, кірісте және шығыста қандай мәлімет болады, оның үстінде қандай үстем болады нарус, соған байланысты біз табыстылықты сонымен өлшейміз. Енді ең бастысы модераторлар осы үшінші секцияда бұл Нарегиева Агура Марбана, Тараз қаласындағы педагог шеберлік филиалының директоры, және мен Журунова Айнұр Шамилевна, Тараз қаласындағы педагог шеберлік орталығының филиалының тренері. Әріптестер, ең бастысы спикерлерді таныстырып өтейін. Спикерлерге айтып өтетін жайт, регламент 7-10 минут. Сол уақытты сіздердің тарапыңызда ұтымды және жақсы жағынан көрсетуді сұранып отырмын. Яғни сіздерге кейін әріптестер және қатысушылар тарапынан сұрақтар қойылуы мүмкін. Сондықтан ұтымды пайдалануға ұсыныс беремін. Және қатысушыларға айтып өтетін жайт, чатта белсенділік танытуды сұранамын, себебі бізде онлайн секретар деген қатысушымыз бар. Ол кісі сіздер ұсынған барлық бірнеше критерий бойынша сіздер ұсынған және айтылған немесе жазылған материалдарды теріп өзіне жазып отырады. Кейін барлық спикерлер сөйлеп болғаннан кейін осы мәліметтерді, жазылған мәліметтерді ортақ талқылауға саламыз. Ең бірінші критерий, әріптестер, бұл қатысушылар және спикерлердің тарапынан ең бірінші бұл құнды идеялар, қандай құнды идеялар болды, қандай құнды идеялар айтылды, қандай ақылды сұрақтар қойылды. Әріптестер, егер сұрақ қою мүмкіндігі болмаса, чатта жазсаңыз болады, яғни спикердің айтып жатқан презентациясын бөлмей. Үшінші, тиімді тәжірибе, қандай тәжірибе алдыңыз, қандай тәжірибені көрсете алдыңыз және қандай тәжірибеді қолданасыз. Келесі, жақсы комментариялар, әріптестер, бұл өте керемет. Пленарлық сессияда айтып өткендей, біздің мұғалімдер кішкене сұрақ қоюдан шорқақтайды, яғни комментарий қалдырыңыз, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді қалдыруға шақырамын, және ең соңында біз осының бәрін қорытындылаймыз. Енді әріптестер, маған спикерлерді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ең бірінші спикеріміз бізде Елжасарова Айгүл Сүлеймановна, номер 41 орта мектебінің тренері, Шиелі ауданы, Қызылорда облысы. Екінші спикеріміз Алтаева Шакизат Құдайбергенова, Тараз қаласы педагог шеберлік филиалының тренері. Келесі спикеріміз Саурыкова Назерке Асановна, номер 46 орта мектебінің зерттеу бойынша тренері, Тараз қаласы, Жамбыл облысы. Және келесі спикеріміз Байгожина Индира Болатовна, номер 28 IT лицейін жетекші мектеп үйлестіруші, Талдықорған қаласы, Алматы облысы. Келесі спикеріміз Исраилова Майра Құдайбергенова, номер 21 негізгі мектеп модераторы, Түркістан қаласы. Келесі спикеріміз Естибаева Эльмира Даулетовна, Ильяс Жансүгіров атындағы жетекші мектеп үйлестірушісі, Ақсу ауданы, Алматы облысы. Және келесі спикеріміз Алдамжарова Жанагүл Абжами қызы, Толбеков атындағы номер 3 IT мектеп лицейінің мұғалімі, Қызылорда қаласы. Және біздің бүгінгі сессия жұмысын аяқтайтын спикеріміз Каримова Гүлмира Жасұзақовна, номер 12 жалпы орта мектеп директорының орынбасары, Жетісай ауданы, Түркістан облысы. Әріптестер, сіздердің тарапыңыздан, қатысушылар тарапыңыздан сұранатырым белсенділік таныту чатта. Спикерлердің тарапынан сұранарым өздеріңізге берген регламентті 7 және 10 минутты сақтау, және сол регламент төңірегінде ұтымды, нақты, өзекті деген идеяларды айтып шығу. Ал әріптестер, іске сәт. Жақсы әріптестер, біздің бүгінгі Тараз қаласы педагогикалық шеберлік орталығының Тараз қаласындағы филиалының тренері Шакизат Алтаева Құдайбергенова мен Саурыкова Назерке Асановна, Тараз қаласы номер 46 орта мектептің мектеп тренері. Біз екеуміздің бірлескен жұмысымызды ұсынғалы отырмыз. Себебі мен мектеп педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курсының, мұғалім тәжірибесіндегі зерттеу курсының тренер ретінде осы Тараз қаласындағы бірнеше жетекші мектепке куратор болып жұмыс жасаймын. Соның бір тәжірибемен сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл Тараз қаласындағы номер 46 мектеппен ұдайы жүріп жатқан жұмыстың бір үзік бөлігі. Өздеріңізге белгілі, сабақты зерттеу бұл үнемі бақылауменен, тәжірибені талқылауменен, тәжірибені жетілдіруменен
үздіксіз жүріп отыратын үдеріс. Сондықтан біз ең бірінші осы сабақты зерттеу үдерісі кезіндегі басты назар аударатын дүние бұл жоспарлау, жоспарлаудан кейін сабаққа қатысу және оны бақылау болатын болса, 2020-2021 ұлттық білім академиясының әдістемелік нұсқаухатында сабақты бақылау туралы төмендегідей анықтама береді. Сабақты бақылау білім алушылардың жұмысын, олардың жетістіктерін, білім алушылардың эмоционалдық және психологиялық көңіл күйін, оқыту әдістемесін, білім беру үдерісін ұйымдастыруды бақылауға мүмкіндік беретін рәсім. Міне, осы рәсімді жүргізу үшін ең бірінші мұғалімдер бақылау нәтижесіндегі жазбаларда мұғалімдер туралы ойлар мен пікірлері болмауы керек. Жалпы сабақты бақылау парақтарында сабаққа қатысу мақсатына байланысты оқушылардың әрекеттері нақты бақылану керек. Сондықтан сабақты бақылаудың мақсаты, сабақты зерттеу кезіндегі бақылау нәтижелері мектепте жинақталып, жалпы нәтиже білім беру желісіне таратылады. Міне қазіргі еліміздегі коронавирустық инфекция жағдайына байланысты біз осы бақылауды жүргізу үшін бақылау қалай жүреді, оны қандай қадамдардан тұрады деген нақты қадамдық нұсқаулықтарды сіздерге бүгін ұсынғалы отырмыз. Жалпы бақылау ақылдасуға және ойлауға негізделген практика. Тәжірибенің тиімділігіне кері әсер ететін себептерді анықтауға және оларды жою жолдарын табуға бағытталатын тағы да естеріңізге салып кеткіміз келіп тұр. Бақылау үдерісін жүргізу өзінің табиғаты бойынша бұл сыныпты басқаруға мүмкіндік беретін тәжірибенің бір жақтарын өзгертуге бағытталған интервенциялық зерттеу. Яғни бұл зерттеу. Олай болатын болса, мұғалімнің сабақтағы іс-әрекеті практикалық және зерттеушілік сипатта орын алады. Мұғалім тәжірибесіндегі өзгерістерді біз қараймыз, дегенмен бірақ біздің мұғалім қызметінің зерттеу нәтижелерін талдау кезінде қол жеткізілген түсініктер мен сенімдерді нақты қараймыз. Ол үшін біз не істейміз? Ең бірінші сабақты бақылау кезеңін осындай 3 кезеңдерге бөлдік. Бірінші сабақты бақыламас бұрын дайындық кезеңі. Яғни педагог өзінің сабақты бақылау мақсатын анықтайды және бағдарламаға нақты материалдарға сүйене отырып өзінің сабақ жоспарын құрылымдайды. Сол сабақты жоспарлау кезінде бақылау парақтарын қосымша құрылымдап жасайды. Енді екінші кезең бұл сабақты бақылау кезеңі. Сабақтың құрылымдық, графикалық бақылау әртүрлі формасын қолдануға болады. Ең бастысы мақсаттан ауытқымау керек. Және осы сабақты бақылаған деректерді жинаған мәліметтер бойынша талдау жүргізу өте тиімді. Енді біз педагогтар үнемі кері байланыс ұсынамыз. Сол кері байланыстың сындарлы кері байланыс болғаны өте маңызды екен. Жалпы бақылаушылар үшін қандай дағды қажет? Ең бірінші, сіздер осы өздеріңіз білетін Педдадлидің нұсқаулығы бойынша да, Тушия Чичибудың нұсқаулығы бойынша да педагогтар тұрып бақылайды дейді. Қазіргі еліміздегі коронавирустық жағдайға байланысты ешқандай да мұндай тұрып, қасында тұрып бақылау мүмкін емес. Дегенмен бірақ осы еліміздегі орын алған жағдайға байланысты біздің бақылаушыларда қандай дағды болу керек деген сұраққа тоқталып кетейік. Бірінші, сыныпта бақылау барысында не естігенін, не көргенін жазып отыру керек. Яғни жазбаша дәлелдер жинау дағдысы болу керек. Екінші, осы сабақты өтіп болғаннан кейін сабақ барысы жөнінде мұғалімдерге қоятын сұрағы болса, соны онлайн түрде қоюына болады. Үшінші дағды сындарлы кері байланыс беру. Яғни кері байланыс бұл жеке мұғалімнің жеке тұлғасына емес, нақты бір ақпараттарға, мәліметтерге бағытталып, мүмкін бұл оқушылардың әрекетінің тұрғысынан талданатын шығар. Міне осындай дағды болу керек, мұғалімнің жеке басына тиісіп кетпеу керекпіз. Төртінші дағды мұғалімнің мән-жайға белсене араласуын қамтамасыз ету. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, онлайн жағдайында мысалы қаншалықты жүріп жатыр деген. Менің осы жаңағы кураторлық тәжірибем бойынша бірнеше мектепте осы сабақты зерттеу тәжірибесін жүргізіп жатыр. Атап көрсететін болсам, Тараз қаласы номері 45-ші Бауыржан Момышұлы атындағы классикалық гимназияда, Тараз қаласы номері 46-ші орта мектепте, жетекші мектеп,
Тараз қаласы номері 44-ші орта мектепте және Тараз қаласы номері 8-ші гимназияда, Тараз қаласы номері 12-ші гимназияда нақты осы 2020-2021 оқу жылында сабақты зерттеу бойынша тәжірибе жүріп жатыр. Енді осы тәжірибе жүргізіп жатқан әріптестерге менің өзімнің ұсынған төмендегідей бақылау жүргізудің жолдары. Мысалы, онлайн кезде біз аудиторияда көзбен көретін болсақ, қазір үдерісті алыстан қарап отырып көреміз. Екінші, жақында отырып баламенен, оқушымен бірге араласып отыратын болсақ, қазір қарым-қатынас алыстан болады. Бірақ әр қимыл жіті бақыланады. Онлайн бақылауда әр көргенін жіті бақылап жазып отырамыз. Енді офлайнда жеке ұсақ түйектің барлығын көріп бақылайтын болсақ, ал мына қазір онлайн кезеңде біз барлық әрекетті, көрген нәрселерді нақты жазып, естігеніңізді жазып отырасыз. Сондай-ақ офлайн кезде біз эмоционалдық факторларға орын беріп кетуіміз мүмкін, ал онлайнда эмоцияға беруге мүмкіндік жоқ. Әлеуметтік өзара әрекеттестік жақыннан орын алатын болса, бетпе-бет кезеңде, ал енді онлайн кезеңде өзара әрекеттесу қашықтан болады. Дегенмен бірақ бәрібір өзіндік нәтижесін беретін бақылауды жүргізуге арналған құралдар өте көп. Енді құрметті әріптестер, сондай құралдарға тоқталып кететін болсақ, мынау мысалы онлайндағы құралдың үлгісі, бірақ астындағы сілтемені көріп тұрсыздар, сол сілтемелерде менде нақты өзінің жаңа көрсететін құралдарымыз берілген. Олай болатын болса, осы құралдар қалай жүргізіліп жатыр, және оны қалай қолдануға болады деген дүниеге тоқталып кетейік. Құрметті әріптестер, менің демонстрациям көрінбей қалған сияқты, қазір көрсетейін сіздерге. Көрінді ме, әріптестер? Міне, қарап отыратын болсаңыз, мынау біздің осы жасаған құжатымыз, бұл Google презентация парақшасында онлайн бақылау құралы құрастырылған. Мысалы, мынау әр қатысушыға арналған бірнеше парақшалар көрініп тұр. Бұл мен жалпы үлгіні қалай онлайн форматта мұғалімдерге көмектесу үшін сілтемемен құрастырып көріп, өздеріне жалпы жол нұсқап отырмын. Тура осы сияқты тағы да бірнеше нұсқаны жасадым. Соның енді екінші бір үлгісіне басымдық бере қояйын. Қарасаңыздар, мына жердегі құралда бұл Google таблица деген таблицамен жұмыс жасағанбыз. Сол таблицаның ерекшелігі сонда, қазір мұның астында суреттері шығады, бақылаудың графикалық үлгісін төмендегідей форматта жасағанбыз. Міне, осының барлығын жаңағы менің атап көрсеткен жетекші мектептерім қолданып жатыр. Мен қазір осы екі бақылау формасына ғана тоқталамын. Әріптесім Назерке қазір менің ойымды жалғастырады. Ол кісі өзінің бақылау парақтарын және мектеп активі ретінде қандай жұмыстармен айналысып жатқандығын нақты көрсетеді. Олай болатын болса, құрметті әріптестер, мен қазір сөз кезегін өзімнің әріптесім Назеркеге бергім келіп тұр. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен номер 46-шы орта мектеп тренері Сауырқова Назерке Асанқызы. Енді жалпы бізде Тараз қаласында номер 46-шы орта мектептің директоры Шынбергенов Қонталап Шақұлының бастамасымен 2016-2017 жылы осы мектеп тәжірибесінде сабақ зерттеу тәсілі енгізілді. Осы тұстан бастап біз сабақ зерттеуді жүргізіп жатырмыз. Жалпы 2019-2020 жылы біз жетекші мектеп ретінде 28-ші орта мектеппен, 28 пен 42-ші орта мектеппен жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы енді екі кезеңге бөлсек, 2019-2020 жылы біз неден бастадық осы серіктес мектептермен жұмысты? Бірінші, біз коучингтер ұйымдастырдық. Коучинг қайықтан шықты? Ол туынды олардан сауалнама арқылы мұғалімдерге қажеттілік ететін сұрақтар жаза отырып, сол сұрақтарға жауап беру үшін біз коучингтер ұйымдастырып жатырмыз. Бұл коучингтерге біз ең біріншіден біздің осы ЦПМ тренері Шакизат Құдайбергеновнаны шақырып отырмыз көмекке. Ол кісі келіп бізге көмектесіп отырды. Екіншіден, біз осы тәжірибеге осы серіктес мектептерді шақыру үшін көптеген семинарлар өткіздік.
облыстық қалалық семинарлар. Осы семинарларда біз тәжірибемен алмасып отырдық. Енді тәжірибе алмасу кезеңінде біз осы серіктес мектептерге көптеген көмек көрсеттік деп ойлаймыз. Себебі біз барлық құжаттарымызды, барлық алған тәжірибемізбен алмасып отырдық. Енді осы биылғы 2020-2021 оқу жылында біз ең бастысы осы пандемияға байланысты біз осы серіктес мектеп мұғалімдерін мұғалім тәжірибесіндегі зерттеу курсын өткізіп алдық. Осы курста біз ең мақсатымыз біріншіден теориямен таныстыру болды. Ендігі осы теориямен таныстыра отырып, біз осы топтарда мүдделес топтар шығардық. Яғни осы біздің мектеппен серіктес мектептердің ішінен мүдделес топтар ұйымдастырылды. Ары қарай жалғастыра келсек, біз осы қоғамдастықта келесі тәжірибемізде ол тәжірибе алаңы болып жоспарлап отырмыз. Енді жалпы бізге әрқашанда көмек келетін тренеріміз, ЦПМ тренері Шакизат Құдайбергенова бізге көптеген бақылау парақтарын ұсынып, біз сол бақылау парақтарын қазір қолданысқа алып отырмыз. Бұл бақылау парақтың өте тиімділігін айтқым келіп отыр. Себебі онлайн түрінде бақылаушыларымыз нақты, жүйелі, тез арада бақылай отырып жаза алады. Яғни осы 20 октябрьде бізде бірінші онлайн сабақ өтілді. Осы Тоше Чечебу әдісі бойынша қазақ тілі және әдебиет пәндері бойынша 22 қазанда екінші сабағымыз өтіп жатты. Осы бақылау парағын біз пайдалана отырып, қазір жұмыс жасап жатырмыз. Енді сіздерге мұны қатысқан бір мұғалімнің пікірін көрсеткім келіп отыр. Енді сындарлы кері байланыстар бізде мысалы офлайнда мысалы бақылау парағы арқылы біз талдау жасайтынбыз. Мұғалімнің және оқушының сәтті сәтсіз тұстары деп отырмыз. Ал енді онлайн түрде біз бақылау парағын біз мынандай сұрақ қойғымыз келіп отыр. Мысалы онлайн бақылау парағы кімге қолжетімді? Ол бірінші мектеп үлестірушісіне, фокус-топ модераторларына, фокус-топ мүшелеріне, сабаққа қатысқан барлық мұғалімге қолжетімді. Ол сабақты көре отырып, осы бақылау парағын тез арада жазып беретін бір мүмкіншілігі болып отыр. Яғни осы бақылау парағы арқылы ары қарай біз талдау жасаймыз. Енді онлайн бақылау парағының тиімділігі. Бірінші, ол жазба бір мезгілде жазылады, жиналады. Екінші, бақылау жазбаларын дәлелдемелерді барлық көре алады. Үшінші, кез келген уақытта ашық көру мүмкіндігі бар. Төртіншісі, бақылау жазбасы арқылы салыстырмалы талдау жасай алады. Бесінші, ұзақ мерзімді сақталады. Алтыншы, бақылаушылардың нені өзгертуге болатын салыстырмалы түрде жаза алатынымызды көзімізге осы тәжірибеде қазір осындай тиімділігін біз қарастырып жаздық. Енді жалпы біз онлайнда да, офлайнда бұрында қолданушы едік, қазір онлайнда да осы бақыланған оқушылардың өсу кему динамикасын қолданып отырмыз. Бұл өте тиімді. Себебі біз бұл бақылау парағы оқушылардың барлық кезеңге бөлінген жұмыстарын жазып, яғни қандай деңгейде болды олар, жұптық жұмыста, топтық жұмыста, немесе жеке жұмыста деп, осы жерде біз сандық деректер көзі ретінде осы бақылау парағын көрсете аламыз. Енді бақылаушы мұғалімдердің қалыптасқан дағдылары, яғни біз алдымызға қойып отқанымыз енді бақылаушыларды бір дағдыға
келтіру. Қазір көптеген мысалы сабақ зерттеу жүргізіп жатқан кезде біз байқағанымыз, біздің бір көптеген мәселе шыққаны, ол бақылаушылардың дағдылары қалыптаспаған. Сондықтан осы зерттеу арқылы біз келесі дағдыларға қалыптастырамыз деп ойлаймыз. Бірінші, зерттеу сұрағына сай жазба жүргізу дағдысын қалыптастырамыз. Бақылау жазбасында оқу мақсатының нәтижесіне бақылауға машықтанады. Басты назар оқушыға аударады. Бақылау жазбасының негізінде оқушымен сұхбат жүргізіледі. Сабақты жетілдіру бойынша ұсыныс фокус-топқа бағытталады. Мұғалім мен бақылаушы диалогты құрылды. Сындарлы кері байланысты бақыланған әрекеттерге бағытталады. Енді нәтижеге келсек, жалпы әр зерттеудің, әр жұмыстың бір өзінің нәтижесі бар. Енді біз болашақта осы барлық кем-кетіктерді қарастырай отырып, келесі нәтижеге жетеміз деп ойлаймыз. Бұл нәтижелерді, мына мен сіздерге қазір бір бақылау парағын көрсетіп отырғым келеді. Бұл бақылау парақ негізі нақты осы фокус-топпен құрастырылып отырған бақылау парағы. Бұл бізге уақытты үнемдеуге көмектеседі. Себебі бұл жерде нақты баған түрінде жазылған мұғалім іс-әрекеті, оқушының іс-әрекеті, күтілетін нәтиже, оны нені өзгертуге болады деген бағандарды бақылаушылар қарай отырып, кезеңдерге қарай отырып, оны жаза алады. Мына енді Шакизат Құдайбергенова бізге берген екі сабақта біз қолданған бақылау парақтарымен таныстырғым келіп отыр. Ол таймлайн, Google Padlet.com арқылы біз кешегі бақылау парағын ұсынғым келіп отыр. Бұл жерде нақты мұғалім әрекеті, оқушылардың іс-әрекеттері, пікірлер, яғни әр бақылаушының немесе әр кірген әріптестеріміздің, қатысушылардың пікірлерін білуге болады. Бақылау парағы ретінде мен осыны көрсеткім келіп отыр. Бұл өте тиімді болады деп ойлаймын болашақта. Мұны хронометраж әдісі бұл да өте тиімді, бұл уақытпен көрсетуге болады. Яғни, енді бақылау арқылы біз қандай нәтижеге жетеміз? Ең біріншіден оқушы неге қол жеткізеді деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Ол топта өзара әрекеттесуге бейім болады. Ойын еркін білдіреді. Топтың әр мүшесінің пікірі маңызды екенін біледі. Сыни ойланады. 21 ғасыр дағдыларын игереді. Зерттеушілік дағдысы дамиды. Сындарлы кері байланыс беруге дағдыланады. Ал енді мұғалім нені өзгертеді? Өз тәжірибесін зерттейді, бақылайды, дағдылары қалыптасады. Бақылау дағдысы нақты осы жерде қалыптасады. Бақылау нәтижесінде анықталған проблеманың шешу жолдарын қарастыра алады. Оқу үдерісін жақсартудың жолын қарастыра алады. Мектепшілік зерттеуші мұғалімдер тобы құрылады. Нәтижесінде біз әлеуметтік желілерде зерттеуші мұғалімдердің бақылау жазбаларын жариялаймыз. Облыстық, қалалық семинар өткіземіз. Серіктес мектеп мұғалімдердің бақылау дағдыларын жетілдіруге ықпал етеміз. Фокус-топ мүшелерінің рефлексияларын жинағын жариялаймыз. Бақ беттеріне мақалар жариялаймыз. Осындай осы биылғы жылға қойып отқан біздің мақсатымыз осы болды. Енді болашақта осы нәтижемен бөлсем деп ойлаймын болашақта. Рахмет тыңдағаныңызға, сау болыңыздар. Рахмет спикерлерге, шынымен де үлкен ризашылығымызды білдіріп отырмыз. Қазір чатта да байқап отырмыз. Шынымен қашықтықты оқыту жағдайында зерттеу жұмыстарын қалай жүргізіп жатыр, қандай құралдар, олардың шаблондары туралы сұрақтар қойып жатыр. Оны спикерлердің барлығы сөйлеп болғаннан кейін жауап береміз деген үміттемін. Рахмет. Келесі сөз кезегін Елжасарова Айгүл Сүлейменовнаға береміз. Айгүл Сүлейменовна, сөз сізде. Рахмет, мен демонстрация өздеріңіз қосасыздар ма? Сізге демонстрацияны қосып беру керек пе? Иә. Жарайды.
Жоқ, қоса беріңіз, өзіңіз қоса беріңіз. Жарайды. Әр спикер өз демонстрациясын өзі қосып алады. Сөйтіп келіскенбіз. Рахмет. Көрініп тұр. Айгүл Сүлейменовна, бастаңыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазіргі таңда оқушыларымыздың 21 ғасырда өмір сүруге қажетті дағдыларды игеру үшін мұғалімдерге қойылып отырған талап та өзгеше. Ол үшін ұстаздар қауымы өз білімін үздіксіз жетілдіріп, өз тәжірибелерін бір-біріне үйрете отырып, бір-бірінен үйренуі қажет. Осы бағытта тәжірибедегі рефлексия атты жалпы білім беретін мектептердегі педагог кадрларды кәсіби дамыту бағдарламасының маңызы зор. Енді мектептегі, біздің мектебімізде жалпы 56 мұғалім бар, оның ішінде 46 мұғалім жаңартылған білім беру мазмұны бойынша, 3 мұғалім мектеп тренері, 2 мұғалім критериалды бағалау үйлестіруші ретінде курстан өткен. Енді мен өзім мектептегі осы тәжірибедегі рефлексия бағдарламасы бойынша курстан өткендіктен алдымен мектепшілік курсты бастамас бұрын деректер жинауға кірістім, яғни мектеп мұғалімдерінен сауалнама алу арқылы оларды оқыту үдерісінде не толғандырады, осыған дейін қандай біліктілік курстарынан өткен, және ол курстардан өз тәжірибелеріне қандай өзгерістер енгізгенін анықтадым. Сондай-ақ белгілі бір себептермен жаңа заман талабына сай біліктілік курсынан өтпеген әріптестеріміздің сабақтарына қатысу арқылы олардан қандай әдіс-тәсілдерді қолданылып жатқандығын білу мен үшін маңызды болды. Сондықтан мынандай сауалнама сұрақтарын дайындадым. Мектебіміздегі оқыту әдіс-тәсілдері сізді қанағаттандыра ма, қалай жетілдірер едіңіз? Сіз мұғалімдермен бірлесіп жұмыс жасауға және нәтижеге жауапкершілік үлесі тең болуына қалай қарайсыз? Күнделікті сабақтарда қандай әдіс-тәсілдерді қолданасыз? Сізді оқыту үдерісінде қандай тақырыптарды қызықтырады? Сіз сабағыңызға, әріптестеріңіздің сабағыңызға жиі қатысасыз ба? Өз әріптестеріңіздің сабағына қаншалықты жиі қатысасыз деген сұрақтарды беру арқылы мен курсқа 16 мұғалімді іріктеп алдым. Енді осы жерде мынадай сұрақ туады. Мектепшілік курстарға кімдер қамтылды? Неге ол мұғалімдер? Біріншіден, мектепшілік курсқа тәжірибесі мол, әдіс-тәсілдерді білетін, теориялық білімі жеткілікті, бірақ зейнет жасына жақындаған мұғалімдерді алдым. Себебі өздеріңіз білесіздер, барлық мектептерде зейнет жасына 3-4 жыл қалған кезде мұғалімдер алыс жаққа курсқа барғысы келмейді. Сондықтан енді оларды зейнет жасына жақындатты деп біз үдерістен алыстатып тастамаймыз ғой. Сондықтан осы мұғалімдерді мен мектепшілік курсқа тарттым. Сосын отбасы жағдайына байланысты курсқа қамтылмай қалған мұғалімдер бар, мысалыға жаңағы үйінде көп балалы, ата-енесі бар мұғалімдер алысқа курсқа бара алмайды. Содан кейін жас мамандарды тарттым. Өздеріңіз білесіздер, 1-3 жылға дейін біз жас мамандарды көбінесе курсқа жібере алмаймыз. Міне менің негізгі курсыма қатысқан осы мұғалімдер болды. Және каскадты оқыту тәсілі арқылы курсты жүргіздім, яғни өзім мектеп тренері ретінде білім алып келдім. Өзімнің алған білімді мектептегі әріптестеріме осы каскадты оқыту тәсілі арқылы үйреттім. Енді осы курстар мектеп мұғалімдер үшін несімен өзекті, мұғалімдер үшін пайдасы бар ма деген сұрақтарға келетін болсақ, несімен өзекті екенін жаңа айтып кеттім. Яғни бұл алыс жерге курсқа бара алмайтын мұғалімдерге тиімді болды. Енді ол қашықтан оқыту болған жоқ, сондықтан да мұғалімдерге пайдасы бар ма деген, бұл ұжымның кәсіби капиталы мен әлеуметтік капиталын арттырады. Ұжымның кәсіби капиталын қалай курстың кезінде қолдануды білмейтін мұғалімдер электронды поштамен жұмыс жасау, әдістемелік нұсқаулықтар қажетті сайттарға кіріп материалдарды іріктеу. Сондай-ақ пәнді оқытудағы кәсіби мәселелер, яғни оқу мақсаттары, қиын тақырыптар туралы білімдері тереңдей бастады, бір-бірімен идеялар алмасты, және осы мұғалімдерге әдіс-тәсілдер, оқыту техникалары, оқытуды тиімді ұйымдастыру тақырыбында әдістемелік қолдау көрсетілді. Сондай-ақ енді әлеуметтік капиталы қалай артты дегенге келетін болсақ,
мектепте бар, мысалы оқшауланып жұмыс жасайтын мұғалімдер бар. Яғни ешкіммен өзінің тәжірибесін бөліскісі келмей, өз оқшау ғана ешкімге үндемей жұмыс жасайтын. Міне осы мұғалімдерді ұжымдасып, басқа мұғалімдермен тәжірибе алмасуға, бірлесуге үйреттім. Ортақ мақсаттар, ортақ кәсіби мәселелерді бірлесе талқылауға үйренді олар. Одан кейін ашықтық пайда болды осы мұғалімдердің бойында. Бұрын өзінің жаңа тәжірибесінде кәсіби қиындықтарды ашып айтып, көмек сұрауға ұялса, осы курстан кейін олар өзінің білмейтін жерін сұрап, болмаса басқа әріптестеріне білмейтіндерін үйретіп, бір-бірімен жақсы осындай ашық қарым-қатынас жасайтын болды. Сосын менде мынандай мұғалім болды, бір физика пәнінің мұғалімі, мықты теориялық жағынан да, әдіс тәсіл жағынан да, бірақ ешкімге ешқандай құжатын бергісі келмейді, ешкіммен өзінің іс тәжірибесін бөліскісі келмейді. Енді осы мұғалімдермен біз жұмыс барысында топтық, жұптық жұмыстар жүргізу арқылы олардың ойын өзгертіп, бұл әріптестеріміз мұғалімдермен бірлесіп жұмыс жасап, өзінің іс тәжірибесін бөлісе алатын болды. Сондай-ақ әлсіз кәсіби дағдылары бар. Яғни теориялық жағынан да, әдіс тәсіл жағынан да әлсіз, бірақ ешкімнің пікірін тыңдағысы келмейді, менікі дұрыс дейтін әріптестеріміз де болды. Міне осындай әріптестерімізбен жұмыс жасап, олардың мектебіміздің әлеуметтік капиталын арттыруға жұмыс жасадық. Сондай-ақ мектеп мәдениеті тақырыбында сабақтар өтілді, яғни бір-бірімен үйренуге дайын, бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болу, пікірін тыңдау, сөйлеген кезде бір-бірімен мәмілеге келу, ұжым үшін, оқушылардың академиялық жетістіктері мұғалімдердің бойларында пайда болды. Енді осы бағдарлама бойынша оқу моделі бірінші бағдарлама материалдарымен барлығы танысып, күнделікті сабақта теориялық білім алды. Одан кейін жаңағы оқу формалары арқылы, жеке жұптық, топтық оқу формалары арқылы әріптестерімен талқылау жүргізді. Курс соңында ықшам сабақтар өткізу арқылы бір-бірімен осы теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде іске асырды, және курстың соңында рефлексиялық есеп жазды әрбір мұғалім. Енді күнделікті сабақ мен тиянақты дайындалып, теорияны түрлі әдіс тәсілдермен беруге тырыстым. Бір байқағаным, мұғалімдерге арналған нұсқаулықтағы теориялық материал өзігінен оқығанда меңгеруге қиын болды. Сондықтан да жұптық, топтық оқуды пайдалана отырып, бір-бірімен диалогқа түсу, қызу талқылау, ол талқылауға өзімде араласу нәтижесінде теориялық материалды игерту жеңіл болды, және осы қағидатты курс соңына дейін ұстадым. Сосын мұғалімдеріммен дос, әріптес ретінде жұмыс жасадым, себебі оларға авторитарлық режим ешқандай да жақсы әсерін тигізген жоқ. Сондықтан да оларға құрметпен қарап, әрбір мұғалім олардың әрбірінің пікірін білдіруге мүмкіндік бердім, басқаларды тыңдай білуге үйреттім. Топтық тапсырмаларға түгел тартылуын бақылап, түрлі бағалау әдістері арқылы қолдап, ынталандырып отырдым мына жерде. Содан кейін әрбір мұғалім маған курсты жүргізу барысында мектеп әкімшілігінің қолдауы да өте жақсы болды, себебі пән кабинеттерін дайындау, мұғалімдердің сабақ кестесін реттеу, мұғалімдердің сабаққа толық қатысуын қамтамасыз ету деген жұмыстарда осы мектеп әкімшілігі көп көмегін тигізді. Енді жалпы жаңағы курс соңында біз мынандай республикалық ізденіс жолы деген журналға өзіміздің іс тәжірибемізді жарияладық. Бұл жерде мектеп директорының осы курс жайлы жаңа мазмұнға тәжірибені жетілдіру деген тақырыбында мақала шықты, және тренер ретінде өзім мектепшілік курс жайлы менің ой толғауым деген тақырыбында эссе жаздым, және барлық мұғалімдер өзінің осы курс барысындағы қолданған білімінің нәтижесіндегі қысқа мерзімді жоспарлауы мен рефлексиялық есептерін осы жинақта жариялады. Және тағы да бір айта кетерлетін жайт, осы курстан кейін мен енді 2 жыл қатарынан жүргіздім ғой курсты. Биыл қашықтықтан жүргізіп жатырмыз. Ең бірінші қатысқан жылы 16 мұғалім болса, сол жоғары санатты ішінде бірінші санатты, екінші санатты және санат жоқ мұғалімдер болды. Курстан кейін осы кісілердің санаттары өсті. 2018 жылда міне байқап отырсыздар, бір мұғалім жоғары санатқа өсті, бірінші санат, екінші санат, санат жоқ мұғалімдер азайды осы курстан кейін. Және тәжірибе
тәжірибедегі рефлексия бағдарламасы бойынша жүргізілген мектепшілік курс маған не берді? Мектеп тренер ретінде жақсы тәжірибе жинақтадым. Курс тыңдаушылармен тиімді қарым-қатынас орнатуды үйрендім. Әрбір сабаққа жаттығулар мен ресурстарды лайықты іріктей білемін қазіргі таңда. Одан кейін оқыту әдістері мен тиімді тәсілдерді ұтымды қолданамын. Ал енді курс тыңдаушыларына не берді бұл курс? Оқыту үдерісін жоспарлау, оқушыларды оқу үдерісіне тарту, оқушылардың сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту, оқушыларды тиімді түрде жүйелі бағалау және акті құралдарын тиімді қолдану дағдылары қалыптасты. Бір-бірлерімен жұмыс жасауға дағдыланды, бірлесіп, ашықтық, бір-бірімен тәжірибе алмасу дағдылары қалыптасты. Сонда ең маңызды нәрсе осы қазіргі кезде ұлттық тестілеу тапсырып жатыр. Аттестациядан өтуге жаңа санат бойынша, педагог зерттеуші, педагог модератор, педагог сарапшы деген сияқты. Соның ішінде педагог зерттеушіге тапсырған бір мұғалім маған келіп арнайы рахметін айтып кетті. Осы сізді көз алдыма елестете отырып, жаңа әдістемелік бағыттағы тестті өте жақсы белгілеп шықтым деген кезде мен өте қатты қуанышта болдым. Енді сөзімді қорытындылай келе айтарым, осы білім беру мазмұнын жаңарту дәуірінде мектеп мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін арттыруда тәжірибедегі рефлексия бағдарламасының тиімділігін ерекше атап өткім келеді. Және мектеп тренер ретінде осы бағдарламаның жүзеге асуына өз үлесімді қосқаныма қуаныштымын. Білімді игеріп, оны өмірде қолданбаған адам жерін айдап, дәнін сеппеген диқан секілді деп ұлы ғұлама Сағди айтқандай, енді осы бағдарлама бойынша мектепшілік курстан алған білімдері менің әріптестерім оқу мен оқыту үдерісінде тиімді қолданып, оқушылардың білім сапасын арттыруына өзіндік үлес қосады деп сенім білдіремін. Рахмет тыңдағандар. Керемет, рахмет Айгүл Сүлейменовна. Шынымен де былай қарасаңыз, мектепшілік активтердің рөлі өте үлкен. Бұл білім сапасын көтеру болмасын, бұл мұғалімнің кәсіби даму құзыреттілігі болмасын, мектеп активтердің рөлі өте үлкен. Қазіргі әріптестеріміз чатта өздері сұрақ қойып, сіздің слайдтарыңызды көру барысында сұрақтарға жауап тауып жатыр. Сіздерге үлкен рахмет. Келесі сөз кезегін Байгожина Индира Болатовнаға беріледі. Индира Болатовна, сөз кезегі сізде. Айгүл Сүлейменовна, демонстрация экраны тоқтатсаңыз, рахмет. Рахмет, әріптестер. Индира Болатовна, демонстрацияны қоссаңыз болады. Мен жұттайда нақсының несі нетпей тұр. Не кетпей тұр да? Тағы бір рет көріңіз. 2 рет бассаңыз шығады. Ойдайтын еш нәрсе жоқ. Қазір. Асықпаңыз, бәрі дұрыс. Индира Болатовна өзінің презентацияны қосқанға дейін чаттағы қатысушыларға аса белсенділік танып отырған қатысушыларға ерекше рахметімді айтқым келіп отыр. Рахмет сіздерге. Бізде Айгүл Сүлейменованың жылдық жоспарын сұрап отыр тренер ретінде. Оны кейін талқылаймыз. Менікі мүлдем болып жатыр ғой деп. Индира Болатовна. Менікі мүлдем қатып білмей отырмын мен. Болды. Кешіріңіздер қазір. Видеомды қосайын. Демонстрация. Уайымдамаңыз, бәрі дұрыс. Көрінді ме, әріптестер? Көрінді, керемет. Рахмет. Рабочий столыңыздан. Ал әріптестер, бүгін жаңару жарысы 2020 аймақтық форумда сіздермен жүздесіп, онлайн жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Мен Талдықорған қаласынан боламын, жетекші мектеп координаторы Байгожина Индира Болатовна. Бүгін сіздерге азды көпті тәжірибе, серіктес мектептердің инновациялық қызметін қалай әдістемелік сүйемелдеуге болады деген таныстыруымды ұсынып отырмын. Негізгі идея бізге серіктес мектеп ретінде осы мектептерді бекіткенде бізде негізі 3 жылдық тәжірибе болды. Бұған дейін сабақты зерттеу бойынша біз облыста аудандарды сүйемелдеп көптеген тәжірибе таратқан болатынбыз. Ал бұл серіктес мектептердің қызметі қана сабақты зерттеу аясында ғана емес, жалпы қолдау, жаңартылған бағдарлама, дарынды балалармен жұмыс, тәрбие бағытындағы, әдістемелік бағыттағы жұмыстарды жүйелеп, соған әдістемелік сүйемелдеу көрсетесіздер дегеннен кейін біз бұған егжей-тегжейлі кәдімгідей жауапкершілікпен қарауға тырыстық. Сонда негізгі идея бізде мектепте циклды даму әдістемелік жұмыс жүйесін серіктес мектептерге тарату болды. Бүгін сіздермен сол шағын тәжірибемен бөлісейін деп тұрмын. Әдістемелік жұмысты жүйелеудің негізгі 3 циклы.
Әдетте бізге мысалы бір шара бірдеңе өткізер кезде біз бірден жоспарға кетеміз. Яғни бірден іс-әрекетке түсеміз де, оны кейіннен рефлексиялап, одан кейін түзетуге тырысамыз. Бұл енді біз жаңағы әдістемелік қолдауды сауатты жүргізу үшін ең әуелі осы серіктес мектептерге жұмысқа кіріспес бұрын, оларға әдістемелік сүйемелдеу көрсетпес бұрын циклды даму өзіміздің мектепшілік әдістемелік бірлестік болатын. Бұның шығу себебі біздің мектеп жаңа мектеп болғаннан кейін коллектив жаңа болды да, бізге бұрынғы тұрақталған мұғалімдермен жұмыс жасау, кімнің қандай авторлық бағдарламасы, кімнің қандай жетістігі бар, оның бәрі жаттанды түрде болады ғой. Ал бұл жаңа мектепте біз осы жүйені алдық. Яғни бастапқы кезең, негізгі кезең, даму кезеңі деп, осы кезеңде біз жалпы мектептің тәрбие бағытында, әдістемелік бағытында, мектепшілік өндірістік жоспарды да осы бағытқа жүйеледік. Сонда ол кезеңнің бастапқы кезеңі, яғни зерделеу жұмысы, сабаққа қатысу кестесін құру, жаңағы мысалы серіктес мектептердің проблемасын анықтап, олармен жұмыс жоспарын құрмас бұрын міндетті түрде өзімізге бекітілген жаңағы мектептердің мұғалімнің сабағына қатысу, сауалнама алу, серіктес мектептермен жағымды психологиялық қарым-қатынас орнату, тренинг, танысу ортасын құру, әлеуметтік желілерде бір-бірімізді жаңағы тіркеп, достық тіркеліп, группалар құру деген сияқты бастапқы кезең бір ай көлемінде жүрді, зерделеу жұмысы жүрді. Одан кейін негізгі екінші кезеңде, бұл енді әрекет кезеңі, оқытудағы мұғалімдердің проблемасын анықтау, кәсіби сұхбат жүргізу, проблеманы шешудегі басымдықтарды анықтау, бірлескен деген сөзді мен астын сызып тұрып қойғым келеді, себебі көп жаңағы жетекші мектептердің тәжірибесін көрген кезде, әдетте мұғалімдер өзінің бір дайын мастер-классы, дайын коучингі болады, дежурный дейміз ғой, соны қойып, бір жоспар құра салу идеясында мен байқағанмын көп. Сонда жаңағы олардың қажеттілігіне қарай біз икемделіп, бірлесіп, олармен ақылдасып отырып, оту күні мен тіпті уақытын екі жақты келісіп, тегжейлі жоспарлауды осы негізгі кезеңде жүзеге асырдық. Қазір оның бәрін жоспарын сіздерге көрсетемін. Және үшінші кезең, даму кезеңі, бұл қорытынды кезең емес, нақты біз осы әрекетке түскендегі біздің жасап жатқан жұмысымыз, проблеманы жоюға бағытталған іс-шараларды өткізу, айналымдағы рефлексия, яғни ретроспективті рефлексия, перспективті рефлексия бар, яғни іс-әрекетке дейінгі, кейінгі рефлексияны айналымдағы рефлексия әдісі бойынша үнемі әр циклды жақсарту амалдарын қарау, және нәтижелерді бағамдау, мониторинг, сауалнама, сұхбат, одан келесі жаңа проблеманы шешуге қайтадан жаңа жүйе құру идеясы болды. Енді осы жаңағы бірінші өзіміздің біз жоспарымызды талқылап оған кіріспес бұрын, міндетті түрде мен өзім жетекші мектеп координатор ретінде мектеп басшысымен серіктестік қауымдастық аясындағы меморандумды әзірледік бірге. Ол жерде біз өзіміз қызмет көрсететін әдістемелік, тәрбие бағытындағы мектепті дамыту бойынша, тәжірибесіндегі зерттеу бойынша, содан кейін тіпті этикалық нормалар, одан кейін барып осы серіктестіктен кейінгі нәтиже қандай болады, қандай бағытқа жарияланады, бәрін осы меморандум аясында шешіп, екі жақты келісіп алғаннан кейін барып, біз сауалнамаға көштік. Яғни сауалнаманы ұзақ емес, нақты 3 сұрақ қойдық. Сіз өз қызметіңізде түйінін шеше алмай жүрген қандай мәселелерді байқайсыз? Сұрақ ашық сұрақтан тұратын 3 сұрақ болды. Сізге қандай әдістемелік көмек қажет? Сіз ғылыми әдістемелік семинарда талқылау үшін қандай тақырып ұсынар едіңіз? Бұл сауалнаманың мақсаты серіктес мектептердің оқу мен оқытудағы қиындықтарын анықтау, серіктес мектептердегі оқу мен оқытуда жан-жақты және үйлесімді жүргізу мақсатында бірінші сауалнама алдық. Одан кейін алынған сауалнаманың қорытындысы бойынша төмендегі оқу мен оқытудағы қиындықтары әріптестеріміздің анықталды. Яғни қысқа мерзімді жоспарлауды құрастыру, тоқсандық, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмыстарын құрастыру, дескриптор құру, көбінесе жас мамандарда осы проблемалар жаңағы бағалау критериймен дескрипторды ажырата алмау деген сияқты ұсақ-түйекке мән бермейді, бірақ шынында да өте маңызды білім сапасына әсер ететін ұсақ-түйек проблемалар кәдімгідей жинақталды әріптестерімізде. Іс-әрекеттегі зерттеу бойынша тәжірибедегі зерттеу жүргізетін әріптестер, сабақ зерттеу мен тіпті іс-әрекеттегі зерттеудің айырмашылығын, оны қалай ықпалдастыра жүргізу деген сияқты бізге осындай запрос дейді ғой, запрос келді. Және де саралау тапсырмаларын құрастыру. Мен сіздерге енді жалпы көп
деген сауалнаманың қорытынды ретінде процент соотношение дейді ғой, пайыздық көрсеткішмен көрсетіп отырмын. Мысалы 17-ші орта мектепте барлығы 65 мұғалім, сауалнамаға қатысқандар 50, қатыспағандар жаңағы технология дене шынықтыру мұғалімдері енді өз еркілерімен қатыспапты. Біз оған мәжбүрлей алмадық. Сонда жаңағы анықталған проблемалар осы пайыздық көрсеткішпен өзі шықты. Одан кейін біз сәйкесінше сол тақырыпқа қарай 28-ші IT мектеп лицейінің жетекші мектеп ретіндегі іс-әрекеттегі зерттеу тақырыбын, яғни біз ол жетекші мектепті өзіміздің практикамыздағы тәжірибемізді таратудағы іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастырдық. Яғни тақырыбы серіктес мектептердің оқу мен оқытуындағы кедергілер, педагогтердің кәсіби әлеуетін арттырудың тиімді жолдары деп алдық та. Осыдан енді зерттеу сұрағы шығады әріптестер, білесіздер, бірінші тақырып, одан кейін зерттеу сұрағы. Серіктес мектептердің әдістемелік қызметін қандай инновациялық амалдармен жақсартуға болады? Екі мектептегі анықталған проблемалардың характері дейміз ғой, жалпы әлеуеті, характері ұқсайды. Яғни 17-ші мектепте сабақ зерттеу және іс-әрекеттегі зерттеу тәсілін тәжірибеде сынау, критериалды бағалау туралы көбінесе проблема болса, анықталған проблема 19-ші мектепте іс-әрекеттегі зерттеуді тиімді жүргізу, жиынтық бағалау тапсырмаларын әзірлеу және саралауды жүзеге асыру. Енді ары қарай не істейміз әріптестер? Қалай ойлайсыздар? Проблеманы жоюдың құралдарын іздейміз, әріптесіміз бағана өте жақсы айтып кетті, менің алдымдағы Айгүл апай. Яғни проблеманы жоюдың бірінші құралы әрине мұғалімдерді оқыту курстарына тарту, және де оқыту семинарларын ұйымдастыру. Бұл енді қалыпты әдетті жағдай. Бізде мұғалімдер кейде бұдан жалығып кетіп жатады, курсқа да мәжбүрлі түрде баруға мәжбүр болады, жаңағы аттестацияға дейін. Оны қызықты, құрылымды етіп өткізудің өзі екінші сұрақ. Және проблеманы жоюдың екінші құралы ретінде біз іс-тәжірибе алмасу деп алдық та. Бізден іс-тәжірибе алмасуға кеттік. Яғни сіздер әріптестер отырыңыздар, біз жетекші мектеп, сіз біздің серіктес мектеп, біз сізді қазір үйретеміз деген позициядан аулақ болдық. Яғни бірлесе отырып әріптестермен lesson study'ді жоспарлау, lesson study'ді ол мектепте, біздің мектепте қатар жүргізу, және осы lesson study аясында не болмаса жаңағы оқыту курс, семинар, тіпті күнделікті әдістемелік проблемалардың өзін қарапайым ықшам сабақтың көмегімен шешу. Не себепті ықшам сабақ әріптестер? Көп мұғалімдер өзінің сабағын жаттады түрде, және де кейде ол біреудің сабағына барып қатысуға мүмкіндік болмайды, сөздің шыны керек. Өйткені мұғалімдердің бәрінде жүктемесі өте ауыр, өздерінің сабағы бар, өзгенің сабағына барып тәжірибе келе алмасуға мүмкіндік жоқ. Ал ықшам сабақта мұғалімдер өздері оқушының рөліне ене отырып, оны кез келген сенбі күнге, кешкі уақытқа жоспарлап, мұғалімдердің уақытымен, жаңа айттым ғой, өтетін күнін келісіп, ықшам сабақ ретінде анықталған проблеманы шешу деп біз негізгі кезеңге осы құралдарды алдық. Неліктен ықшам сабақты біз қалай қолдандық? Lesson study'ді, зерттеу сабағын алдын ала жоспарлау үшін ықшам сабақ өткізуді. Не себептен зерттеу сабақ сәтсіздікке ұшырады? Сол сәтсіздіктің алдын алу үшін, яғни шынайы оқушымен өткізетін зерттеу сабағының алдында, сол сабақты өткізетін мұғалімнің өзі бақылаушы рөліне еніп, оқушы рөліне еніп, ықшам сабақ өткізу, оқытудағы кедергілерді шешу үшін, яғни әдістемелік мәселелерді ықшам сабақ арқылы шешу, қана жаңағы коучинг, семинар, тренинг емес, нақты проблеманы қойып, сол арқылы оқытудағы кедергілер шешу. Және тәрбие бағыттағы кедергілерді оқушылардың жаңағы тәрбие мәселелерін шешу үшін біз іс-әрекеттегі зерттеу жүргізуді ұсындық. Себебі нақты іс-әрекеттегі зерттеу мен сабақ зерттеудің айырмашылығы өте көп. Тәрбие бағытындағы, мысалы, оқушының көшбасшылық қасиетін дамытуда Жас ұлан ұйымының ықпалы деген тақырыпты алып, Жас ұлан ұйымы оқушылардың көшбасшылық қасиетін арттыруға қалай көмектеседі деген іс-әрекеттегі зерттеуді де жүргізіп, сонымен тәрбие бағытына да әдістемелік түймелдеу көрсеттік. Ал енді мынау жаңағы бірінші серіктестік кездесуде ұсынылған екінші жартыжылдыққа, екінші жартыжылдық деп бөліп отырдық. 2019-2020 оқу жылының екінші жартыжылдығына арналған серіктес мектепті қауымдастықты дамыту жоспары, үлгісі мектепті дамыту жоспары негізінде алынды. Оның тақырыбы оқу мен оқытудағы кедергілерді шешу, бағана айтып өттім, кәсіби қауымдастық және сындар кері байланыс. Мақсатын енді көріп отырсыздар, серіктес және жетекші мектеп мұғалімдерінің үздіксіз кәсіби дамуы мен өздігінен дамуына бағытталған біліктілікті тиімді жұмыс моделін құру болды. Мен енді ықшамдап алуға тырыстым, әріптестер, әр ресурстарды мұғалімдермен келісіп, екі жақты
сұрақтарды талқылап, күнін белгілеп, кім өткізеді, қандай жаңағы тиімді тұстары бар деген сияқты. Жаңағы мен өзім сіздерге басында көрсеткен міне дамудың екінші кезеңі, мынау дамудың бірінші кезеңінен кейін міндетті түрде кері байланыс кезеңі, дамудың екінші кезеңінен кейін міндетті түрде кері байланыс кезеңі жүзеге асып отырды. Мына сол әріптестерімізбен бірге өткізген жоспарға сәйкес оқыту семинары, сабақ зерттеу мектептің әдістемелік жұмысының матрицасы ретінде, яғни мен осы 2020 жылы бұны өзім авторлық әдістемелік құрал ретінде жарық көрді. Бүкіл мектептің әдістемелік жұмысын сабақты зерттеу аясында қалай ықпалдастыруға болады. Яғни әдістемелік жұмыс, егер араларыңызда әдіскерлер болса, сіздер білесіздер, өте егжей-тегжейлі мұғалімнің календарный планында зерттеу тақырыбына әдістемелік мәселесінен бастау алатын жан-жақты шаш-жаңқы болғаннан кейін сабақты зерттеу бір екінші ауыл сияқты қалып қалады. Соны күнделікті жұмыс тәртібін осы сабақ зерттеу аясында қалай ықпалдастыруға болады, оның басымдығы мен идеясын тарату семинары болды. Одан кейін жаңағы жетекші мектептердің инновациялық қызметін әдістемелік сүйемелдеу, жетекші мектептерге арналған тәжірибе тарату семинары, яғни тәжірибемізді үнемі таратып, бөлісіп отырамыз. Желілік қауымдастық жоспарына сәйкес міне өзіміздің жергілікті ТП-мен және білім беру дамыту орталықтарымен жетекші мектептер, серіктес мектептерді шақырып, олар үнемі тіпті біздің мұғалімдеріміз конкурсқа қатысса да сондай жағымды қарым-қатынас, бір-бірімізге деген сенімді қарым-қатынас барып, қандай шара өтсе де шынында да бір үйдің баласындай өте жақсы жоба, жақсы жаңағы нәтиже берді деп айта аламыз. Ал енді ауқымды фокус, әріптестер. Кездескен кедергілер неліктен деген сұрақты қоятын болсақ, зерделей келе осы жаңағы серіктес мектептердегі проблемаларды, ол мұғалімдердің рефлексивті дағдыларының төмендігі, және көбінесе олардың сабақ зерттеуінде зерттеу сұрағының дұрыс анықталмау проблемасын шештік. Және оның салдары, яғни мұғалімдердің рефлексивті дағдыларының төмендігінің оқыту әдістемесінің төмендігіне, оқыту үдерісіндегі әлсіз жақтарын, тәжірибедегі аздығы, жүйелі емес, зерттеу дағдыларының төмендігі, ол жаңағы осы бірінші неліктенге алып келеді, яғни кедергіге. Бірінен бірі туады, яғни тура цикл сияқты. Жүйелі кездескен кезде, бұл деген жаңағы басынан бастап ұдайы жүйелі, жоспарлы түрде жүргізсе, әрине ондай кедергі болмас еді. Енді одан қалай шықтық? Жаңағы ықшам сабақтар өткіздік, сабақ зерттеу тәсілін ұсынып, тәжірибеге ендіру арқылы оқыту семинарларын ұйымдастырып отырдық. Оқу жылының соңында сол серіктес мектептерден мынандай үлгідегі сауалнама алынды. Сонда жаңағы сабақ зерттеу тәсілін оқу мен оқытуға жағымды әсер етуі, зерттеуге қатысқан мұғалімдердің мен айтып отырсам 34%-на сабақ зерттеу тәсілі жағымды әсер еткен. Сабақ зерттеуде анықталған проблема тиімсіз деп есептейтіндер бар ма? Дегенде зерттеуге қатысқан мұғалімдердің 2% тиімсіз деген қорытындыға келген. Зерттеу сұрағын шешуде таңдалған ортақ зерттеу сұрағының тиімділігі, яғни мұғалімдердің ерекшелігі жаңағы ортақ зерттеу сұрағымен мектеп мәдениетін зерттеуде қалыптастыруда мұғалімдердің ортақ зерттеу сұрағымен жұмыстануын ұсынады. Бірақ Қазақстан мектептері мұғалімдерінің тәжірибесі аздығынан ол түрге көшу әлі ерте деп оқытудағы кедергілер және бақылау үшін зерттеу сабағын жүргізу деген сияқты түрін ұсынған екен. Біз осы серіктес мектептермен ортақ зерттеу проблемасы аясында жұмыс жасадық. Яғни бүкіл мектепте, біздің мектепте алатын болсақ, мысалы, бізде оқушылардың тыңдалым дағдысы төмен. Бұл үнемі жаңағы бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық жиынтық бағалауда да көрініп отырады. Әр сабақта тыңдалым дағдысын бағалау қажет болады. Сол себептен біздің мектептегі ортақ зерттеу сұрағы оқушылардың тыңдалым әрекетін қандай амалдармен арттырамыз деген проблема болды. Сол тәжірибемізді тарату арқылы оларға жаңағы зерттеуге қатысқан мұғалімдер осы зерттеу сұрағын шешуде таңдалған ортақ зерттеудің тиімділігіне 78% мұғалім дауыс берген екен. Яғни ол тиімді болып табылды. Біздің таратқан тәжірибеміз олардың оқытуына да әсер етті деген сөз. Және сабақты ең бастысы, енді мына сабақ зерттеуді біз бір мәжбүрлі шара емес, сабақ зерттеу тәсілін жалғасқанын қалайды дегенде 90% мұғалім ары қарай жалғасқанын қалаймыз деген екен. Міне осындай амалдармен әріптестер біз өзіміздің серіктес мектептерге әдістемелік сүйемелдеу жұмысын жүргізіп жатырмыз. Енді мен жағы бастап
айтқан циклды даму үдерісіне келетін болсақ, ол негізі гипотезадан шығу керек, яғни сұрақ болу керек, эксперимент тәжірибе ретінде жүру керек, нәтижесі көріну керек. Оның арасында гипотеза әрекеттен туады, эксперимент бақылаудан туса, нәтижесі жоспарлаудан шығады екен. Мен сіздерге негізгі өзіміздің мектептің моделін осы үлгіде ұсындым. Назарларыңызға рахмет, сұрақтарыңыз болса дайынмын. Мен үлкен индира болатын, шынымен де көбіне бізде серіктес мектеп болсын, оның жетекші мектебі үйретуден бастайды, ал сіздер үйретуден алшақтап бірлесіп жұмыс істеуге бағыт алдыңыздар. Үлкен рахмет. Әріптестерім, біз 7 минут кешкі бастаған болатынбыз, сондықтан қалған әріптестерімізге сөз берейік, сұрақтарды кейін талқылаймыз, спикерлер сөйлеп болын. Келесі сөз кезегі Исраилова Майра Құдайбергеноваға беріледі. Майра Құдайбергенова, өзіңіздің слайдыңызды қоссаңыз болады, демонстрация экраны бассаңыз болады. Майра Құдайбергенова. Сөз кезегі сізде. Қайырлы күн. Қостым, көрінді ме? Көрінді. Бастай беріңіз. Да, жақсы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Әріптестер, регламентті сақтауды сұранамын. Менің енді шығармашылық тақырыбым, жұмыс жасаған тақырыбым серіктес мектептермен бірлескен жоспарлау арқылы әдістемелік қолдау жұмыстарын ұйымдастырудың тиімді жолдары. Білесіздер, қазіргі мынау жағдайда жеке жұмыс жасау өте қиын, сондықтан мынау қолдау жасап, үлкен тәжірибемен бөлісіп, біздің Түркістан қаласында 11 жетекші мектеп бар. Сол 11 жетекші мектептің біз енді бірнеше жыл, 2014 жылы бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Сондықтан тәжірибеміз жақсы деп, әзірше осы бізге 4 мектеп бекітілген. Жалпы жетекші қызметтің, білесіздер, енді бұл бойынша ресми бұйрығы да бар. Негізгі қызметтің мазмұны әдістемелік ресурс базасын қалыптастыру және таратуға ықпал ету. Осы базаны бірлестіріп жасап, мектептің үздік мұғалімдері, бірінші, екінші деңгей бітірген, мектептің тренерлері осы базаны жинақтап және соны таратуға ықпал жасап желі арқылы. Одан кейінгі негізгі бағыты желілік топ негізінде қалыптастыру арқылы озық ілгері бастамаларды, тәжірибелерді қолдау, оны да тарату. Себебі әр мектептің сонда жетекші, тәжірибесі мол, өте мықты, кәсіби мамандар өте көп. Үшінші бағыты педагогтардың ынтымақтастық ортасын қалыптастыру. Осы біздің негізгі бағыт. Ал енді осы жұмыстарын іске асырудың жолдары бұл мына қазіргі таңда білім беру қояйын, құрған желілік әдістемелік құрылымдарды мониторинг жасау. Ең алғаш жасалған мониторинг сол бізге серіктес болған мектептердің қанша мұғалімі жаңартылған бойынша оқыды, ол қай бағыт, гуманитар, математика бағыты ма, бастауыш бағыты ма, қай жерде олқылық керек болып жатыр және оған қалай көмек көрсету. Міне негізгі бағытымыз осы. Келесі мынау 2020-21 оқу жылында жаңадан бөлінген жетекші мектептер. Мынау көріп тұрсыздар жоғарғы слайдта, егер ол бұрын ілгеріде 6 мектеп болса, мына төменде қызылмен көрсетіліп, биыл тағы да 5 мектеп қосылды. Себебі сол біздің жетекшімізде болған мектептер жақсы жұмыс көрсеткен екен, бұл кісілердің өздеріне жұмыс бөлініп беріліп отырды. Ал енді мына жетекші мектептермен ең бірінші жұмыс жасағанымыздың сатылап айтқанда, ол бірінші білесіздер, бірінші жиналамыз, серіктес мектептерінің модераторлар үйлестірушісі. Сол жерде отырып, свод талдау дейміз, әртүрлі сауалнамалар алу арқылы жұмыстарда болып жатқан кедергілер, қиындықтар анықталып, соның шешу жолдары ұсынылады. Енді серіктес мектептердің проблемаларын біз қалай анықтадық? Ол енді бірінші құжатпен жұмыс, ол құжатпен жұмысқа мынау орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлар сабақтағы, мынау зерттеу сабақтарының циклдері және мониторинг жасау қай жерде осал болып жатыр, сараптау жұмыстарын жүргізу, сауалнаманы тек қана мұғалім мен оқушылардан емес, ата-аналардан алып, қазіргі мына жаңартылған бойынша көптеген мәселелер туындап жатыр, осыны шешу жолдарын ұсыну, сұхбат жасау, оның ішінен біз жас мамандар көп көмек қажет еткеннен кейін сол кісілермен бізде басымдық болды және сабақтарға кіріп бақылау жұмыстарын жүргіздік. Енді мен сіздерге ұсынғым келіп тұр, нақты өзіміздің жасаған жұмыстарымыз бойынша бағыттарын. Құжатпен жұмыста біз ең бірінші мұғалімдердің сабаққа жазылған қысқа мерзімді жоспардан кеткен кемшіліктерді
осы құжатпен жұмыста анықталды. Ол смарт мақсаттың әлі де қоюдағы қиындықтары, жетістік критерийлерін анықтауға мәселелері, оқушының қажеттіліктеріне қарай тапсырма деңгейлеп тапсыру қиындығы, берілген тапсырмалардың дескрипторлардың құрау, нақтылау, бұл енді жаңадан келген ұстаздарға, және сауалнама алынды. Сауалнама қалыптастырушы бағалау әдістемесін қолдану тәсілдерін орынды пайдалану, жиынтық бағалаудың тапсырмаларын дұрыс құрау қазіргі таңда, және модерация жүргізу үдерісін реттеу. Енді мына жерде тағы бірнеше мәселе бар, бірақ регламент сақта дегенде мен келесі слайдқа өшкенді дұрыс көріп отырмын. Осы анықталған мәселелер бойынша қандай шешу жолдары ұсынылды? Бұл сабақты бақылау, коучинг жүргізу, дөңгелек үстел өткізу, вебинарлар ұйымдастыру, оқыту семинарларын жүргізу, шебер сыныптарын ұйымдастыру, кәсіби сұхбаттар жүргізу, әдістемелік десанттар жүргізу. Енді тоқтай кетсем, бірінші мәселе бойынша жаңа айттым, сабаққа жазылған КМЖ-да кеткен кемшіліктер. Осының біз енді шешу жолын дұрыс көрдік. Осы жазу әдістемесі, сіздер білесіздер, барлық қалада деп ойлаймын, Назарбаев зияткерлік мектебінің жұмысын жетілдіру, бұл эксперименталды алаң болғаннан кейін, сол мектептермен біз меморандум отырдық келісім шартқа. Сол жерде сол Назарбаев зияткерлік мектебі Шымкент қаласындағы физика математика бағытындағы жетекші пән мамандарымен семинар өткіздік. Әр пән бойынша серіктес мектептер мұғалімдер шақырылып, ерекшеліктерін тоқтап, бірлесіп сабақ жоспарлап, маңызды тетіктерін түсіндірілді, әдістемелік көмек ұйымдастырылды. Және бұл жерде біз мұғалімдерді ұйымдастырып шақырған кезде әдіскер мұғалім деген бар. Білесіздер, ол ертең жеткізе алатын, сол мұғалімдермен жұмыс жасалды. Мінекей соның бірнеше фотоларын ұсынып отырмын. Екінші анықталған мәселе, бұл нөмір 5 мектебімізде қалыптастырушы бағалау әдістемесін қолдану, тәсілдерді орынды пайдалану осы бойынша болды. Бұны енді біз Шымкент қаласындағы педагогикалық шеберлік тренерлер шақырылып, осы бойынша бағыт бойынша оқыту семинарлар өткізді. Қаланың жетекші серіктес мектептері, пән мұғалімдер қатысып мәселелер шешімін тапты. Бұл жерден ерекше атап өткім келеді. Үміткүл Жұмабековна Байсейітова, егер ол орыс тіл пәнінен кішкене жақсы көмек жасаса, және ағылшын тіл пәнінен Асия Жыншыраевна Көпешева өте жақсы үлес қосты. Келесі тапсырма, жас мамандармен әңгімелесу арқылы анықтаған мәселелер, оқу бағдарламаларымен жұмыс жасау, әлі де ұзақ мерзімді жоспарлардың, оқу жоспарлар үдерісін енгізу қиындығы, критериалды бағалау ерекшеліктерін жете түсінбеу. Бұған да Назарбаев зияткерлік мектебі химия биология бағытында оқыту семинарларын ұйымдастырып, кері байланыс алынып, өз шешімін тауып, мектеп тренерлері жұмысқа тартылды. Тек қана ол мектептердің емес, мектеп тренерлері бар бізде, әр мектептерде бар, екеуден сол кісілер тартылған тәжірибелік мамандар жетекшілікке бекітілді. Атап айтқанда, Әлжан Бақыт Әмірбековна эксперт мұғалім зияткерлік мектебінен болса, бірнеше мұғалім өзіміздің мектептерден де көмектесіп жатты. Төртінші бір мәселе, нөмір 12 мектепте сабақтарға ену арқылы анықталғаны тайм-менеджменттің әлсіздігі, сабақ жоспарының кемшіліктері, тапсырмаларды мақсатқа сай келмеуі, оқушы рефлексиясының маңыздылығын ескермеу. Бұл бойынша міне өзіміздің айтқан жетекші пән мұғалімдеріміз бар, тренер болып жұмыс істейтін физика мұғалім зерттеушісі Исабеков Айдар осындай ұйымдастырып, осындай жақсы тәжірибемен бөлісіп сабақтар өтілді. Сабақтарда жаңағы қазақ тіл пән мұғалімде көптеген қиыншылықтар болған кезде тағы да сол педагогикалық орталықтың тренері Абай Батырұлы Қалшабекті шақырып, сол кісі де жақсы оқыту семинарларын ұйымдастырды. Соңғы бір мәселе дейін ата-аналардан алынған сауалнама нәтижесінде мынандай мәселелер анықталды. Жаңартылған білім мазмұнын жете түсінбеуі, осыдан бойынша көп сұрақтың туындауы, балалар тәрбиесі бойынша сұрақтар, оқушылардың мамандық таңдау бойынша мәселелердің туындауы. Білесіздер, 11 сыныпқа келгенде бір үлкен бір мәселе. Ол бойынша бізде өзіміздің мектебімізде 21 мектепте екінші деңгейлі, бірінші деңгейлі ұстаздар ұйымдастыруымен Бердіғожаева Қойланова деп жатырмыз, сол ата-аналармен жұмыс жасау арқылы біраз мәселелердің шешілді. Ол семинарлар болды, конференция және сол кісілердің сұранысы бойынша сұхбаттасуларда ұйымдастырылып жатты. Ал енді мына өткізілген аймақтағы семинарлардың тізімін сіздерге ұсынамын. Осы жерде қажеттілігіне қарай бізде жақсы семинарлар өтті, нәтижесін енді көрсетіп отырмын. Нәтижесінде сол мынау қаншама туындаған мәселелер оң шешімін тауып, бірақ ол деген сөз шешімін табылғанда да ары қарай соны іске асыруды мониторинг, бақылау жасау жұмыстары үнемі жүргізіліп отырды. Әдістемелік қолдаудың тағы бір тиімді жолдарын сіздерге мынау кішкене дәлелдемелермен көрсеткім келіп жатыр. Ұсынып, мұғалімнің жалпы кәсіби үдерісінің кезеңдері, бұл жерде әдістемелік қорды дедік қой, әдебиет қорларын. Осыны
жүйелі түрде жасап бөлісіп, әдіс алмасып, осы бойынша ортақ желіде үнемі салып, бақылап отырдық. Жалпы мынау атқарған жұмыстарымыздың сіздерге ұсынып отырмын нәтижесін, ал енді инновациялық ресурстармен үйренісу және бөлісу бұл да әдістемелік жұмысымызға кіреді. Білім саласындағы зерттеулер, нәтижелер жөнінде пайдалы сілтемелер беріліп отырады. Оқуға міндетті пайдалы әдістемелік оқулықтар, психологиялық практикумдар, әсіресе эмоционалды интеллект дейміз, осыған басым көпшілік беріп, себебі қазіргі таңда мұғалімдер өте психологиялық, педагогикалық қолдауды қажет етеді. Және тәжірибе алаңдары Назарбаев зияткерлік мектебінің үздік вебинарларына қатысып, шығармашылық жұмыстармен таныстырып отырды. Ал енді осы жұмыстарды үнемі газетке мақалалар жазып, үнемі осыны жариялап, тәжірибемен бөлісіп отырдық. Мынау жасалған жұмыстардың нәтижесі енді сөзімнің соңында бірлескен жоспарлау арқылы мұғалімнің көшбасшылығы мектепті жақсарту және жаңартуға арналған негізгі құрал болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді соңғы құнды кеңес: әрқашанда қайырымдылығыңызды сақтап қалыңыз, сабырлы және мейірімді болыңыз. Не істеріңізді білмесеңіз, қасыңыздағы адамнан сұраңыз. Оған нұқсан келтіруге қорықпаңыз, себебі сіз шынымен де бұл қарым-қатынасқа мүдделі екеніңізді көрсетіп отырасыз. Басқа адамға өзіңізбен бірдей деңгейде қараңыз, сонда бәрі жақсы болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойып жатарсыздар. Рахмет, Майра Құдайбергеновна. Шынымен де былай қарасаңыз, Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімдері болсын, мектеп тренері болсын, жай ғана мо жетекшісі болсын, тәлімгерлік өте үлкен рөл атқарады. Рахмет. Келесі сөз Кезек Естибаева Эльмира Дәулетовна сізге беріледі. Майра Құдайбергеновна, демонстрация экраны тоқтатсаңыз. Эльмира Дәулетовна, қоса беріңіз. Менде әлі демонстрация шықпай тұр. Майра Құдайбергеновна, демонстрация экраны тоқтатсаңыз. Рахмет. Әріптестер, регламент сақтауды сұранамын. Көрінді, Сөз сізде. Сөз сізде, көрінді. Эльмира Дәулетовна, сөз сізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, барлықтарыңызды бүгінгі үлкен форумда кездестіріп, осындай тәжірибе алмасып отырған сәтімізбен қуаныштымын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Енді маған берілген тақырыбым қашықтықтан оқыту жағдайында серіктес мектеп активтерінің жұмысын ұйымдастыру және бағалау жолдары. Яғни, өткен жылдың 4-ші тоқсанында елімізде орын алған пандемия кезінде желі қауымдастық арқылы серіктес мектептерге жетекші мектеп ретінде біздің үлесіміз қаншалықты болды, және мектеп активтерін тарту жолдары, және оны бағалау жолдарын бүгінгі таңда сіздермен кішкентай жаңағы өзіміздің бастама жұмыстарымызбен таныстырмақпын. Яғни бұл жерде біздің мақсатымыз қашықтықтан оқыту жағдайында жетекші мектеп тарапынан серіктес мектеп активтерімен бірлесе әдістемелік сүйемелдеу жасау, және бұл жерге тартылған мектеп активтеріміз, ол жаңағы өздеріңізге мәлім, мектеп директорлары, сол мектептің әкімшілігі, мектеп тренерлары, үйлестірушілер және деңгейлік пән мұғалімдері болатын. Мен жұмыс жасайтын Жансүгіров атындағы орта мектеп өркен жетекші мектебі болып табылады. Бізге қарасты географиялық позициясы жағынан жақын орналасқан 5 негізгі мектеп және бір орта мектеп бар. Мектептер атаулары сіздерге ұсынылған. Және мына 4-ші тоқсанда қашықтықтан оқыту жағдайы орын алған кезде, білім беру реформасы жаңа форматқа ауысқан кезде, біз өзіміздің жұмыс жоспарымызға біршама өзгерістер енгізіп, жаңағы мұғалімдердің сол кездегі қажеттіліктерін арттыру және сол кездегі актуальный дейді ғой, сондай өзекті проблемаларды негізге ала отырып, вебинар практикумдар, шебер сыныптар және онлайн таныстырылымдар ұйымдастыра бастадық. Әрине, бұл жұмысымыз біздің Назарбаев зияткерлік мектептері, педагогикалық шеберлік орталығы және аудандық облыстық оқу әдістемелік орталықтарының басшылығымен және сол ұйымдардың жаңағы ұйымдастырған әдістемелік нұсқауларының негізінде біз жетекші мектеп ретінде серіктес мектептерге нақты бағыт беру арқылы жүзеге асырдық. Нәтижесінде серіктес мектептер қашықтықтан оқыту жағдайында бағдарламаны
мына оқу бағдарламасын дұрыс сапалы түрде жүзеге асырды, және бізге қарасты мектептердің мұғалімдері платформаларды меңгерді, озат тәжірибе сол кезден бастап таратылып келе жатыр. Енді осы нәтижеге жетуде біз жаңағы мұғалімдердің жұмысын жүйелеу мақсатында біздің жаңағы жетекші мектеп тарапынан серіктес мектептерге ұйымдастырған жұмысымызды бірнеше жоба аясында ұйымдастыруды жөн көрдік. Себебі мұғалімдердің жұмысын жаңағы бағытын анықтау және басымдылықтарын анықтау, нәтижесін көру жаңағы өлшемді болу үшін мынандай жоба жұмыстарды ұйымдастырған болатынбыз, және бұл жобалар бізде әлі күнге дейін жұмыс атқарады. Әдістермен бөлісейік атты жобасы, бұл жерде мақсаты қашықтан оқыту жағдайында мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсету және қолдау көрсету. Міндеттері қашықтан оқыту жағдайында тиімді оқыту формаларымен бөлісу, платформалар мүмкіндіктерін пайдалану, оқу барысында әдістер мен бағалау формаларын ұсыну. Бұл жұмысымыздың негізгі идеясы әр бейсенбі сайын WhatsApp тобында бізде серіктес мектептің әрбір жетекшісі өз мектебінен қандай да бір тиімді әдіс немесе жұмыс формасын, видеосын ұсыну арқылы, оны талқылау, оған сындарлы кері байланыс беру арқылы мұғалімдерді жаңа оқу форматына бейімдеу және тәжірибесін жақсарту мақсатында ұйымдастырылды. Бұл жұмысымыз біздің жүйелеу және яғни қажеттіліктерді анықтау, ақпараттарды жинау блогынан талдау, яғни сол серіктес мектептер арасында түскен видеоларды сараптау, оларды диагностикалау. Әрине сол мектептердің активтері мен серіктес мектеп мұғалімдерінің арасында үлкен серіктестік пайда болды, қолдау көрсетілу керек болды, себебі қашықтан оқыту жағдайында сол кездегі түскен үлкен жауапкершілікпен жаңағы қиындық бізге сындарлы кері байланыс беріп, кәсіби сұхбат арқылы ғана осы тығырықтан шығудың бір жақсы жолы болып есептелінді. Және нәтижесінде жинақтау бізде өзімізге қатысты жаңағы серіктес мектептердің арасында өзіміздің желілік қауымдастығымызда видео сабақтар қоржыны жинақталды. Оның барлығын біз жаңағы әлеуметтік желілерге жариялап, Facebook әлеуметтік желісіне және YouTube каналында өзіміздің жаңағы Өркен атты каналымыз жүзеге асты. Бұл жерде енді жауаптылар мектеп активтері мен координаторлар және мектеп тренерлері болды. Сонымен қатар 4-ші тоқсанда оқушыларымызда мектептен шектеп қалып, жаңағы өз құрбыларымен айырылысып, жаңағы компьютермен ғана өзі бетпе-бет қалған жағдайда оқушыларға қандай қолдау көрсетеміз деген ниетте жаңағы оқушыларда тыс қалмас үшін Ақсу дарындары атты оқушылар арасында желі қауымдастықты құру идеясы пайда болды. Яғни ол жерде міндеттері ортақ идеялар бар оқушыларды топтастыру және қабілеттерін арттыру болатын. Яғни біз әзірше тек қана жаңағы мынандай 3 бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Ол озаттар шеруі, яғни дарынды пәндер бойынша дарынды балалардың тобы, жас спортшылар және өнерлі кран атты 3 бағытта жаңағы оқушылар өздерінің білімдерін, қабілеттерін және таланттарын шыңдай келе түрлі онлайн шараларға қатысып, бір-біріне видео челлендждар, әртүрлі блиц турнирлар, жаңағы онлайн концерттер ұйымдастыру арқылы өз қабілеттерін шыңдады. Енді бұндай жұмыс мүмкін айтар, әр мұғалім ондай жұмыс біздің мектепте де көрініс тапты деп дұрыс айтасыздар. Бұндай әртүрлі шаралар әр мектепте болғанымен, біздің негізгі идеямыз оқушылардың тек қана өз бетімен қабілеттерін көрсету ғана емес, бұл балалардың да арасында онлайн чаттар жаңағы ұйымдастырылып, олардың жетекшілері болып, олар бірлесе жоспар құрып, ынтымақтастықта ортақ идеяларын талқылау мүмкіндіктерін алды. Енді біздің келешекте жоспарымыз осы оқушылар арасындағы желілік қауымдастықты тек қана өзіміздің өңірде ғана емес, сонымен қатар аудан, облыс көлемінде басқа мектептермен де желілік қауымдастық ортасын үлкейту
жетекші мектеп деңгейіне жеткізу болатын болғандықтан, біз әр мектепті, серіктес мектепті смарт мектеп ретінде көреміз, және олардың жаңағы қашықтан оқыту жағдайында серіктес мектеп жұмысын жүйелі бағалау моделін қазіргі кезде ұсынғым келеді. Яғни бұл жұмыс жетекші мектеппен бірлескен жоспар аясында міндеттерді атқару, яғни серіктес мектептің өз ішінде жаңағы бізбен бірлескен жоспарында міндеттерді қалай атқарады, қандай функцияларға бөлінеді, мектеп активтері жұмыла қалай жұмыс істейтіндігін қызыл жолақтағы мектеп активтерінің барлығы қамтылады. Жасыл жолақта берілген жаңағы әртүрлі шаралар серіктес мектеппен, жетекші мектеппен жаңағы бірлесе атқаратын шаралар, және соңында 91 кварталына бір дейміз ғой, слот талдау жасау арқылы өздерінің басымдылықтарымен, жеткен жетістіктермен, кеткен кедергілерін басшылыққа ала отырып, жоспарларына өзгерістер енгізіп, қайта жоспарлау жұмыстарын жаңа қарастыра келе, бізбен жаңағы байланысып, осы жұмыстарды жетілдірудеміз. Енді біздің тарапымыздан, жетекші мектеп тарапынан серіктес мектептердің бағалау жұмысын біз осындай кішігірім болсын, енді біздің тарапымызда қазіргі кезде шалғай жатқан ауылдар және жаңа қарапайым ауыл мектептеріне қойылатын бағалау параметрларымыз осындай көрініс табады. Яғни біздің тарапымыздан осындай чек-лист дейді ғой, бағалау парағы бар. Яғни 91 осындай параметрлер арқылы бағалап жатырмыз. Ол аймақтық шараларға тартылған мұғалімдер саны, пайыздық көрсеткішпен озат тәжірибе тарататын мұғалімдер, жоба жұмыстарына тартылған мұғалімдер саны, авторлық бағдарламалар жазған мұғалімдер саны, аудан, облыс, республика көлемінде жаңа кәсіби жетістікке жеткен мұғалімдер мен оқушылар тарапынан жаңағы жетістік көрсеткен мұғалімдердің санын пайыздық көрсеткішпен 91 рет жаңағы жинақтап, бағалап, мониторингісін жасап жатырмыз. Яғни бұл жұмыстардың нәтижесі бізге әдістемелік қолдауды талап ететін мектептерді анықтауға, сонымен қатар немесе мектеп жұмысы жүйелі және жоғары нәтиже көрсеткен мектептер озат тәжірибені таратуға, жаңағы сондай шараларға тартуға, немесе өзі де келешекте дербес жетекші мектеп статусына ие болатындай мүмкіндік алатын жолдарын қарастырып отырмыз. Енді бүгінгі күні осы жұмысымыз бір көріністерін табуда, жақсы нәтижелерін көрсетуде, сондықтан жетілдіру жұмыстарын әлі де жақсартамыз деген үміттемін. Мен айтайын дегенім осы. Рахмет назарларыңызға. Рахмет сізге. Эльмира Дәулетова жеке өз басым таниды, өз ісінің мастері, профи, шебері ретінде танимын. Сіздерге үлкен рахмет. Шынымен де барлық мектептерде желілік қоғамдастықтар бар мектепте. Бұл мұғалімдердің арасында, ал оқушылардың арасында ол болған күннің өзінде сіздердікі жай чаттар емес, жай балалардың өз-өздерін бір-бірін пікір алысы емес, дағдыларды қабілетті дамытуға арналған тематикалық чаттар екен, тематикалық желілік қоғамдастықтар екен. Рахмет. Келесі сөз кезегі Алдамжарова Жанагүл Абжаймиқызы, сөз сізде. Рахмет сізге. Көрініп тұр, сөз сізде. Саламатсыздар ма әріптестер, құрметті. Экран сіздерге көрініп тұр ма? Көрініп тұр, керемет. Сөз сізде, бастай беріңіз. Мектеп тренерінің сандық кеңістіктегі фасилитациялық қызметі. Қазіргі таңда біз қашықтан оқыту кезеңіндеміз, яғни 4-ші тоқсаннан бастап. Ол үшін мектеп тренерлері сандық кеңістікте фасилитация қызметінің атқаратын қызметі ең бірінші бірлескен және топтық жұмыстарды кешіріңіздер. Фасилитация ағылшынның facilitate көмектесу, бағыттау, жеңілдету, бір уақытта топтық талқылауды тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік беретін үдеріс, яғни идеялар тобы және инновация құралдарының жиынтығы. Фасилитация сөзінің түбірі латын тілінен аударылған екен. Яғни ол көмек деген мағынаны білдіреді. Фасилитатор үйлестірушіге көмек береді, үйренушілерге
көмек береді және оларды қолдайды. Мектеп тренерінің сандық кеңістіктегі фасилитациялық қызметі мұғалімдерге қашықтықтан оқыту кезеңінде бірлескен және топтық жұмыстарды ұйымдастыру жолдарын үйрету, онлайн курстарға қатыстыруға ықпал жасау, веб-сервистер мен онлайн платформаларды қолданудың тиімділігін үйрету. Ол үшін қазіргі таңда біздің мектеп тренерлері онлайн вебинарды әрбір апта сайын 2 немесе 3 вебинарлар өткізуде, қашықтықтан оқытудың әртүрлі форматтарымен таныстырумен жұмыс жасап жатыр. Қашықтықтан жұмыс істеуге арналған заманауи сандық құралдарын меңгертуді, мұғалімдердің өзара тәжірибе алмасуда ынтымақтастығын құруды, әріптестерден кері байланыс алуды, өз тәжірибесінен қиын жағдайлар талдау арқылы көмек беру, қашықтықтан курсына қатысуды ұйымдастырып отыр. Мұғалімдердің қызығушылығын қолдаудың мүмкіндік тәсілдерін меңгертуде. Уақыт өзгереді, біз онымен бірге өзгереміз деп ежелгі Рим ақыны Овидий айтқандай, қазір заман ақпараттың дамыған заманы, сондықтан қашықтықтан оқыту кезеңінде мектеп мұғалімдеріне акты құзыреттіліктерін дамыту мақсатында көптеген вебинар сабақтары жүргізіліп жатыр. Соның ішінде қазір қарасаңыздар, экранда синхронды оқыту және асинхронды оқыту форматында берілген платформалар мен веб-сервистер берілген. Біздің қазір мектеп тренерлері синхронды форматта Zoom платформасын қолданып жатыр, яғни топтық, ортақ чатта белсенділікпен жұмыс жасау мақсатында, ал асинхронды форматта топтарда, форумдарда талқылауларды жаңа ВКонтакте, Facebook, WhatsApp, Telegram каналдары арқылы жұмыс жасап жатыр. Ал файл алмасу қызметтері, яғни Google, Яндекс, Mail, Dropbox, OneDrive бұл бұлттық технологияларды қолдану арқылы файлдық алмасу қызметтерін қолданады және ортақ өңдеу. Google мүмкіндіктерін қазір өздеріңіз білесіздер, ортақ жаңағыдай файлдарды өңдеуге Google-дың мүмкіндіктері өте зор. Ал интербелсенді тақталарда жұмыс жасау мақсатында мұғалімдерге Zoom тақтаны қолдану, Jamboard, Padlet, Whiteboard, Miro және Classroom, Screen, интербелсенді тақталарын қалай қолдану керектігін үйретіп жатырмыз. Сауалнама, дауыс беруге қатысуға қолданылатын Google Forms, Microsoft Forms, Kahoot, Quizlet, Quizzes деген программалары бар. Осыны қалай қолдануға болады және жаңағыда Google формада тапсырмаларды қалай үйлестіруге болатыны, қалыптастырушы жаңағы жиынтық бағалау, бөлім 90-дық жиынтық бағалауды қалай ұйымдастыруға болатыны туралы осы программалармен жұмыс жасап жатырмыз. Ал интеллект карталар жасау үшін онлайн сервистерді қолдану, оқытуда мұғалімдерге болсын, немесе алған осы интеллект карталарды мұғалімдер үйреніп, өздерінің пәндерінде қолдану. Drawio, MindMeister, Google MindMap, MindTom, iMindMap және тағы басқа осындай интеллект карталармен жұмыс жасау жүйесін ортақ барлық мұғалімдерге вебинарлар арқылы үйретіліп жатыр. Енді сіздерге қазір осының ішінде мен Classroom, Screen, интербелсенді тақтасымен қалай жұмыс жасау керектігін сіздерге көрсететін болсам, экран сіздерге қазір көрініп тұр ма сіздерге экран? Көрінді. Яғни Classroom, Screen бұл жаңағы интербелсенді тақта. Сіз бұл тақтаны мұғалім жасаған, яғни голландиялық мұғалім жасаған екен, ол көптеген оқу құралдарының бір жерде болғанын қалаған екен. Тақтаны пайдалану тегін, сіз қосымшада браузер арқылы жұмыс істей аласыз. Онлайн режимде оның бірнеше қызметі бар. Фонды таңдай аласыз, мына жерде сіз қарасаңыз, анимация түрінде, немесе сурет түрінде, немесе кәдімгі түсті таңдау арқылы, я болмаса өзіңіздің жаңағы компьютеріңіздегі суретті қою арқылы артқы фонды таңдауыңызға болады. Мына жерде мұғалімдермен топтық жұмыс жасаған кезде, жұптық жұмыс жасаған кезде, немесе жеке жұмыс жасаған кезде сіз мұғалімдеріңіздің аттарын енгізіп қойып, интербелсенді тақтада сұраған кезде рандом қызметін білесіздер ғой сіздер. Сол сияқты мына рандомның қызметін атқарады. Сіз
мұғалімдерге сұрақ берген кезде, кері байланыс берген кезде таңдау арқылы экранда өзі таңдап береді. Сол мұғалімнен сіз сұрауыңызға болады, немесе мұғалім сабақта қолданған кезде осы имя наугад деген, яғни осы команданың көмегімен жасауға болады. Және бұл жерде тағы айтатын кететін, сіз топтық жұмысқа бөлген кезде, топ бөлу үшін сіз мұғалімдердің тізімін қосып қойып, топқа жұмыс жасауға болады. Мына жерде қарасаңыз, 3 топқа бөлесіз ба, өзіңіз білесіз. Барлық мұғалімді енгізіп қойсаңыз, экранда сізге мына жерге 4 топқа бөлінді теңде. Енді топқа бөлгеннен кейін сізде мына жерде 9 емес, қараңыздар, 5 топқа бөлді. Егер сізде бір топта белсенді мұғалімдер көп шоғырланып қалса, немесе бір пәннің мұғалімдері көп шоғырланып қалса, сіз ондағы мұғалімдердің есімдерін таңдау арқылы мына жерде алмастыра аласыз. Сіздерге көрініп тұр ғой, бәрі көрініп тұр, бәрі көрініп тұр. Сіз, яғни, осы жерде топтық жұмысты да ұйымдастыруға болады екен. Одан кейін мына жерде звукпен жұмыс жаса, яғни шум көбейіп кеткен кезде мына жерде қызыл түсті белгі береді. Класста артық шум жоғары деңгейде болып кетсе, сіздерге белгі береді, және мына жерге дыбысты қойып қойсаңыз, музыка дыбыс ойнайды. Ал одан кейін құрал бізде суретті таңдау арқылы сіз мұғалімдермен вебинар өткен кезде өзіңізге қажетті суреттерді, жасаған слайдтарыңызды сурет түрінде сақтап қойып, экранға қойып қойыңызға болады. Көрдіңіздер ғой, әріптестер, бірнеше суреттерді кірістіруге болады. Және бұл суреттерді кішірейтіп, үлкейтуге де болады. Тағы да мүмкіндігі, YouTube каналынан сіз өзіңізге қажетті сілтемені қосып қойып, мына жерге сілтемені қойсаңыз, YouTube каналынан кез келген бір, мына жерден бір YouTube каналынан ала салайын, сілтеме арқылы қойсам, экранда YouTube каналына алынған видеоны да көруге болады. Оны экраны үлкейтіп, немесе кішірейту арқылы сіз мұғалімдермен жұмыс жасай аласыз. Келесі, бізде жаңағы рисование, мына жерге тақтамен жұмыс жасау арқылы, карандаштарды қолдану арқылы, және карандаштың қалыңдығын өзіңіз таңдай отырып, жұмыс жасауыңызға болады. QR-код арқылы да жұмыс жасауға болады. Сіз өзіңіздің жоспарлаған тапсырмаларыңыз әртүрлі веб-сервистерде болса, сол сервистердің тұрған гиперсілтемесі, мына жерде адрестік жолда сілтеме тұрады, соны көшіріп алып, осы жерге қойсаңыз, сіз егер мына жерге қойған кезде QR-код өзі шығарып береді. Осы QR-кодты суретке түсіріп, әріптестеріңізге жіберу арқылы сіз жұмыс жасай аласыз. Одан кейін рабочий символы дейді. Мына жерде 3-4 түрлі, егер сізде мына бірінші нені таңдасақ, суретте тыныштық сақтау, екінші суретте сыбырлау, немесе экранға сіз топтық жұмыс немесе жұмыс жасап жатқан кезде, бірлескен жұмыс жасап жатқан кезде осы белгіні қойып қоюыңызға болады. Немесе одан кейінгі әріптесіңізбен көмек сұрауға болады. Одан кейін бірге жұмыс жасайық. Яғни сіз жаңағы вебинарды бастаған кезде ең баста осы 4 белгінің қалай жұмыс атқаратынын біз шаблон ретінде айтып қойсаңыз, ауыстырып сіз өзіңіз жұмыс жасай аласыз. Егер мынада тұрса, сіз жұмыс жасап жатырсыз, яғни әріптестеріңіз тыныштық сақтап отырады. Ал мынаны таңдасаңыз, бірлескен жұмыс, ал топта белсенді болайық деп жұмыс жасауға шақыруыңызға болады. Жерде светофор көріп тұрсыздар, сіздерге мынау қызыл цветті жанғызып, немесе бағалауға, немесе жаңағы жұмыс жасаған кезде белсенді болуға жасыл цветті шақ қойып, стоп, егер сіздерге тыныштық сақтайық, жұмыс жасалынып жатыр деген белгі болса, қызылды сақтап қойға. Енді ол қолдану сіздің шеберліктеріңізге байланысты. Бұны қолданбасаңыздар, X-ті басып, оны өшіріп тастауыңызға да болады. Одан кейін таймер, сіз
топтық жұмыс немесе жұптық жұмыс берген кезде таймерді қолдануыңызға болады. Мына жерде көріп тұрған шығарсыз, 5 минутта өзіңіз білесіз, 10 минутқа таймерді қолданасыз ба, және таймердің қандай музыка аяқталған кезде қандай музыка ойнатуға болады, қосуға болады, оны да өзіңіз таңдай аласыз. Одан кейін секундомер, сіз уақыт беріп секундомермен де жұмыс жасауыңызға болады. Бұны кәдімгі топтық жұмыс немесе жұптық жұмыста немесе жеке жұмыс берген кезде уақыт беріп қойып экранға онлайн режимінде көруге болады. Немесе кәдімгі мұғалімдер, бастауыш сынып мұғалімдері көбінесе не оқиды ғой, жаңада минутқа оқыған кезде осыны қолдануға болады. Онлайн режимінде зумда сабақ өтіп жатып, осы тақтаның көмегімен жұмыс жасауға болады. Ал сіз сабағыңыздың, жаңағы вебинарыңыз немесе сабағыңыз басталған кезде уақытты қойып қойыңызға болады мына жерден. Яғни оқушылар қанша минут аяқталуға қанша минут қалғанын, немесе мұғалімдеріңіз қанша минут уақыт қалған, және өзіңіз сағатқа қарап өзіңіз бақылап отырады екенсіз. Мына жерде одан кейін кері байланыс ретінде сіз мына смайликтерді қолдануыңызға болады екен. Және смайликтерде сұрақты мына жерге өзіңіз қойып қоясыз. Сол бойынша мына смайликтерді 2 түрін қалайсыз ба, әлде 3 түрін, мына түрлері тұр, 5 түрі бар, сол түрлерді өзіңіз қолдана аласыз. Яғни қайсысын таңдайсыз? Мына 2 я жоқ деген мақсатта қолданасыз ба? Енді сұрақтарыңызға байланысты өзіңіз жазып қоясыз. Смайликтің түрлерінде қолдануға болады. Бұл интербелсенді бақтаның мүмкіндігі өте зор. Енді келесі екінші. Сізде 2 минут уақытыңыз бар. 2 минут уақыт болса, мен тағы екіншісін айтып кетейін, қосымша ғана айтып кетейін, себебі уақыт қыз екен. Мынау интеллектуалды карта дегенді білесіздер сіздер, я? Интеллектуалды картаның жаңа түрлерін айттым. Мынау жаңағы Draw.io деген программа интеллекті картамен жұмыс жасауға өте тиімді. Сіз бұл шаблондардың, түрлі шаблондар қолдану арқылы сіз кластер немесе интеллектуалды картаны бір ұйым ғана таңдап, ішінен мұғалімдерге тапсырма берген кезде, мәтінмен жұмыс жасаған кезде жұмыс жасау өте тиімді. Және сіз оның сілтемесін мұғалімдерге берсеңіз, бірлескен түрде осыны бір тақтада бірнеше адам жұмыс жасай алады, және бірнеше беттерді қолдану арқылы сіз жұмыс жасай алады екенсіздер. Енді айта берсек, көптеген программалар көп, жаңа мен экранда сіздерге көрсеттім, скриншоттап алсаңыздар да болады. Яғни қазіргі бізде сандық технология, яғни мектеп әріптестер ортақ жаққа баруымыз керек екен, уақыт болып қапты. Әріптестеріміз, біз Жанагүл кешіресіз, әріптестер соңғы спикерімізді тыңдап өтсек, соңғы спикерімізді демонстрация экраны тоқтатсаңыздар. Соңғы спикеріміз Каримова Гүлмира Жасұзақовна. Демонстрация экраны. Айнұр Шамилевна. Иә. Біз жаңағы таблицаны көрсетуге уақытымыз болады ма? Уақытымыз бар, қазір 5 минут. Гүлмира Жасұзақовна, кешірім сұраймын, өтінемін, себебі біз кеш бастадық, біздің спикерлеріміз кеш қосылуына байланысты. Сізге 5 минут уақыт жеткілікті бола ма екен? Гүлмира Жасұзақовна? Қанша минут дейсіз? 5 минут. Болады. Рахмет сізге, үлкен. Түсінгеніңізге рахмет, үлкен. Слайд көрініп тұр ма? 2 рет басып көріңіз, демонстрация қосылу керек. 2 рет басып көріңіз. Есімді заманым. Егер қосылмаса, Гүлмира Жасұзақовна, ауызша да айтып берсеңіз болады. Ода тұрған ештеңе жоқ. Қазір. Сен қайда көрсетесің? Үзіміңді бастау жоқ. Демонстрацияны көріп. 2 рет басыңыз. Көрінді. Бастай беріңіз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Маған берілген баяндама қашықтықтан оқыту жағдайындағы жетекші мектептердің серіктес мектептермен жұмыс жасау
тәжірибесінен. Секция тақырыбында көрсетілгендей, мен бүгін бұл баяндамам арқылы қашықтан оқыту жағдайындағы мектепшілік активтердің рөлінің басымдығын көрсеткім келеді. Құрметті әріптестер, барлық әрекетіміз баланың сапалы білім алуына қолайлы жағдай жасап, алған білімін өмірде қолдана алатындай білім дағдысын қалыптастыруға арнап жүргеніміз рас. Қолға алынып жатқан бағдарлама идеясын амалға асыру жұмыстарын оңтайландыру мақсатында жетекші мектеп ретінде бізге 4 мектепті серіктестікке бекіткен. Біз осы мектептермен деңгейлік бағдарламалар идеясын амалға асыру жұмыстары бойынша жаңартылған білім мазмұнын ендіру, жалпы бағдарлама идеясын меңгерту мақсатында едәуір жұмыстар атқардық. Талай жоба дайындап, жоба аясында нәтижелі жұмыстар жүргіздік. Сондай жобаларымыздың соңғысы әрі нәтиже берген СС әдістемелік марафоны. Мұндағы СС белгісі серіктестер самғайды деген ұғымды білдіреді. Енді жұмыспен нәтижеге тоқталсақ. Бұл жоба офлайн кезінде қаңтар айында бастау алған, марафон соңы қашықтан оқытуға ұласты. Жобаның мақсаты серіктес мектептер арасында өткізілетін іскерлік ойындар аясында жетекші және серіктес мектептерден құралған белсенділер арқылы мектептердің даму жоспарында анықталған проблемалық тақырыптардың шешу әрекеттерін оңтайландыру. Өздеріңізге белгілі, мектеп белсенділер, яғни активтер, тренер, сарапшы, координаторлар, деңгейлік курсты бітірген біздің мұғалімдеріміз. Бұл марафоннан күтілетін нәтиже тренерлердің мектеп қажеттілігіне орай сабақ дұрыс жоспарлауға бағыттап, белсенді әдіс тәсілдермен жаттықтыру арқылы бай тәжірибеге ұласуы. Екінші, сарапшылардың пән бойынша ТЖБ тапсырмаларын құрастыру бойынша тиімді тренингтер, коучингтер жүргізу арқылы білім мен білік дағдысын қалыптастыруы. Координаторлардың территориалды бағалау жүйесін жүргізу туралы, кедергілер мен проблемалар туралы оларды оңай шешу жолдарын айқындай алуы. Сонымен марафон өз жұмысын бастады. Алғашқы қадам өз мектебімізден, яғни жетекші 12-ші жалпы орта мектебінен бастау алды. Бұл бастау кездесудің нәтижесінде мақсат айқындалды, спикер тобы анықталды, марафон картасы түзілді, бағалау критериялары қойылды. Сонымен бұл тақырыптардың біздің спикерлеріміздің жұмыс жоспары да белгіленді. Яғни бұл әрекеттерді іске асыру мынадай өсу динамикасымен жүрді. Өсу динамикасымен жүрді. Бірінші, бұл жерде мектеп тренерлері мектеп қажеттілігіне орай сабақты дұрыс жоспарлауға бағыттап, белсенді әдіс тәсілдермен жаттықтырды. Екінші, сарапшылар әр пән бойынша БЖБ ТЖБ тапсырманы құрастыру бойынша тренингтер, коучингтер жүргізді. Үшінші, критериалды бағалау бойынша үйлестірушілер кедергілер мен проблемалар туралы, оларды шешу жолдары туралы кеңестер өткізді. Ал марафон айналымындағы бекеттер картасы өздеріңіз көріп тұрғандай, жеке тоқталмай-ақ қояйын. Яғни міне мезгілімен мектептер көрсетілген және олардың проблемалық тақырыбы көрсетілген. Серіктес мектептеріміздің проблемалық тақырыбы бізде өздерінің деңгейлік курстар бітірген мұғалімдері арқылы дамыту жоспарында көрсетілген, сол арқылы саралау жүргізілген, анықталған. Сол бойынша біз ары қарай жұмыс жүргіздік. Мінекей біз сол жұмыс болған жерде әрине бағалау критерий болу керек, біз сол бойынша бағалау критерийларында көрсетіп дайындадық. Ал енді біз жұмысқа келейік. Марафон айналымының бірінші жүру картасы Рахымжан Қошқарбаев атындағы мектепте өтті. Бізде проблемалық тақырыбы саралау жұмыстарының тиімділігін арттыру екен. Біз ол бойынша бізде мектеп активтері, яғни біздің спикерлеріміз, серіктес мектептер мен жетекші мектептен құралған спикерлер, мектеп тренерлер бірінші саралау мен деңгейлік оқыту негіз ұғым ба деген коучинг өткізді. Одан кейін свод өзіңді бағала деген сынды тренинг өткізді. Ал сарапшыларымыз тапсырма құрастырудағы мақсаттылық пен нақтылық бойынша коучинг өткізді. Тренингті дұрыс пен бұрыс дистракторлар шеруі атты сарапшыларымыз тренинг өткізді. Ал үйлестіруші координаторларымыз саралап оқытуда мақсатқа жеткізетін критерий саралауды қажет ете ме деген тақырыпта өздерінің сұрақ бойынша коучинг өткізді. Ал енді бұдан қандай нәтиже шықты? Нәтижесінде мектеп мұғалімдері саралау бойынша мұғалімдер өз тәжірибесінде оң өзгерістер бағытталды, оқушыларда ілгерілеу көрінді. Саралау барысында свод талдаудан маңыздылығын түсініп, тәжірибеге ендірді. Саралау үшін қойылатын мақсат пен критерий туралы ұғынды. Ал біз енді келейік, біздің марафонымыздың соңы, біздің қашықтан оқыту жағдайына байланысты, біз марафонымызды қашықтан оқыту жағдайында әдістемелік марафонның кезекті айналымына өтуімізге тура келді. Бұл Қастеев мектебінде болды. Яғни біздің проблемалық тақырыбымыз Қастеев мектебінің тиімді кері байланыс, тиімді бағыт.
Біз осы бойынша Zoom платформасы бойынша жұмыс жүргіздік. Мүмкін индикаторларын көріп тұрсыздар. Бұл жерде мектеп тренерлері асинхронды оқыту кезінде кері байланыстың тиімділігін қалай арттыруға болады деген тақырыпта коучинг жүргізді. Және электрондық нұсқада кітапша қашықтан оқыту жағдайында тиімді кері байланыстар атты кітапша дайындалды. Пән бойынша сарапшыларымыз қашықтан оқыту жағдайында тапсырмаларды құрастыруда нені ескеру қажет? Коучинг өткізсе, қашықтан жүргізілетін ТЖБ жұмыстарының кедергілері мен оның шешу жолдары тақырыбында электронды нұсқада кітапша жүргізді. Ал енді біздің үйлестірушіміз қашықтан оқыту жағдайында оқушыға тапсырмамен бірге дескрипторлардың қоса берілуі тиімді кері байланыс беруге ықпал ете ме тақырыбында бізде коучингтер жүргізді. Ал енді одан күтетін нәтижеміз мектеп мұғалімдері қашықтан оқыту жағдайында тиімді кері байланыс беру әдістемесін түсінді, әдістемелік қалыптасайды тиімділігін түсінді және пайдаланды. Мінекей біздің қашықтан оқыту барысында жұмысымыз. Рахмет. Қашықтан оқыту дегенмен өзінің мүмкіндіктері бар, соны мүмкін пайдалана алайық. Рахмет. Гүлмира Жасұзақовна, сізге үлкен рахмет, бізді түсінушілікпен дәл 5 минутта аяқтадыңыз, тайм-менеджмент. Керемет, әріптестер, демонстрация экраны тоқтатсаңыз, Гүлмира Жасұзақовна. Әріптестер, 5 минут уақыттарыңызды аламыз қазір. Одан кейін общий пленарный сессия қайтып барамыз. Қоса берейін, е? Әріптестер, бізде қазір сөз кезегін қазір бізде педагог шеберлік орталығының директоры Агура Марванна алады. Барлық сіз айтқан, Айнұр Шамилевна, почему-то демонстрационный экран қосылмай тұр, неге? Неліктен қосылмай жатыр екен, қазір көрейік, тағы бір рет. Вы не можете включить демонстрацию экрана, дейді. Қазір мен көрейін. Гүлмира Жасұзақовна, демонстрация экраны тоқтатсаңыз, сіз тоқтатқызған жоқсыз әлі? Мына шығып тұр екен ғой. Иә, Гүлмира Жасұзақовна, тоқтатыңыз. Рахмет. Болды ма? Жоқ, өшкен жоқ әлі. Демонстрация экраны тоқтатылған жоқ. Жоғары жағында останови деймін. Гүлмира Жасұзақовна, останови демонстрацию деңіз. Керемет, тоқтады. Рахмет. Агур Марванна қосыла беріңіз. Педагог шеберлік орталығының директоры сөз кезегі Агур Марваннаға беріледі. 5 минут уақыттарыңыз, 3 минут уақыттарыңызды алады. Агур Марванна 2 рет бассаңыз қосылады. Әріптестер, сіздер жазған барлық сауалдарыңыз, ұсыныстар, пікірлеріңіз бәрі толтырылды. Сол бойынша қорытындылау сөзі Агур Марваннаға беріледі. Көп құнды идеялар, lesson study'ді, зерттеуді, сабақты онлайн қалай жүргізу, оқушылар қауымдастығы, әртүрлі құралдар, мысалы, бізге Жанагүл Абжамиқызы ұсынған, немесе әртүрлі мектептердің өздерінің тәлімгерлікті қалай жүзеге асырғаны, ол қашықтан оқыту жағдайында қандай болған туралы Агура Марванна сөзді қорытындылайды. Экран қосылды ма? Көрінді, қосылды, рахмет. Қосылды ма? Аға, менің даусым жақсы шығып тұр ма? Иә, естіліп тұр. Құрметті әріптестер, тағы да саламатсыздар ма? Мен секция жұмысын өте ұтымды өткізілді. Біз өте көп мәлімет алдық деп ойлаймын. Өте жақсы тәжірибелермен таныстық. Сіздердің тәжірибелеріңізбен таныса отырып, қазір бізде енді жеке жұмыс істеуге уақыт қалмағандықтан, мынандай таблицаны мен сіздерді тыңдап отырып, қысқаша жасап көруге тырыстым. Бірақ сіздер қазір осы кестеге өздеріңіз қандай да бір өзгеріс енгізуге немесе ұсыныс айтуға болады. Сонымен сіздер мектеп активтері барлық мектепте бар, бірақ жетекші мектептер, серіктес мектептермен жұмыс жүргізген кезде мұғалімдердің саны өте көп қой. Сондықтан олардың барлығын қамту ол мүмкін емес. Мен мысалға сіздерді тыңдап отырып, мынандай ойладым, сіздерге ұсыныс айтуға болатын шығар деп. Егер жетекші мектептер, серіктес мектептердің толық бүткіл коллективін қамтуға тырысып емес, сол жердегі мектеп активтерінің жұмыстарына тәлімгерлік жүргізу арқылы жүргізсе, мүмкін ол ұтымдырақ болар ма еді деп ойладым. Сонымен біздің секциядан, егер сіздер қарсы болмасаңыздар, біз мынандай ұсыныспен шықсақ. Жетекші мектептер, серіктес мектептегі мектеп активтерінің жүргізіп жатқан жұмыстарына тәлімгерлік жасаса. Бірақ ол тәлімгерлік қандай сатылар бойынша жүргізілуі мүмкін. Қазір қарасаңыздар, мысалға бірінші диагностикалау. Бағана пленарлық бөлімде де өте көп әңгіме көтерілді. Серіктес мектептердің қажеттілігіне қарай көмек көрсету туралы. Олай болса, бірінші сіздер оларға диагностикалық жасауда тәлімгерлік жасасаңыздар. Мысалға, педагогтардың белсенді әдістерді қолданудағы қиындықтары қандай? Педагогтардың бағалауды жүргізудегі қиындықтары қандай? Бұл әрине ұсыныс, бұның мазмұнын өзгертуге, түзетуге, жетілдіруге болатын шығар.
Ал егер біз сабақтарға қатысып, сабақтарды бақылау жүргізген болсақ, онда оқушылардың оқу үдерісіне белсенді қатысу дағдыларының қалыптасуы қандай екен? Және оқушылардың өзін-өзі бағалауы, өзара бағалау, рефлексия жасау дағдыларының қалыптасуы қандай? Мінекей осыған біз диагностика жасауда тәлімгерлік жасасақ, қалай жүргізген дұрыс? Сол жүргізіп жатқан жұмыстарының барысында оларға үйрету жүргізілсе. Енді қазір қараңыз, келесі саты біліктілікті көтеру шараларын жүргізу. Анықталған қиындықтарға немесе қажеттіліктерге байланысты енді біліктілікті көтеру шараларын жоспарлау кезінде біз тәлімгерлік жүргізсек. Егер ол тәлімгерлікке біз мына адамдарды тарта аламыз, қараңыздар, мектеп тренерларын, деңгейлік курстан өткен әріптестерді және үйлестірушілерді біз оларды тарта аламыз ғой. Олай болса, біз енді олармен осы жұмысты жоспарлау кезінде тәлімгерлік жүргізсек, бұл біздің екінші бір жұмысымыздың бағыты болса. Енді бұл жоспарлаудан кейін, енді олар осы іс-шараларды жүргізер кезде, оқыту семинарлары, тренингтер, коучингтерді жоспарлау кезінде егер біз оларға көмек берсек, енді бұдан кейін жақсы анықталған, жақсы тәсілдерді енді іс-әрекеттегі зерттеу немесе сабақты зерттеу барысында олардың тәжірибеге ендіруінде тәлімгерлік осы жерде жүрсе. Ең соңында анықталған қол жеткен жетістіктерге тағы да мониторинг. Бастапқы жағдайда біз мына диагностика кезінде анықталған қиындықтардан мына бүткіл жұмысты жүргізгеннен кейінгі біздің қол жеткізген, алдыға қарай ілгерілеген көрсеткіштерімізді анықтау. Мониторинглеу кезінде тағы да біз осы тәлімгерлік жүргізсек. Олай болса, біз оларға осының барлығын оқытып үйрету емес, біз осы мектеп активтеріне тәлімгерлік жүргізу арқылы, осы сатылар жүргізу арқылы жалпы серіктес мектептегі мұғалімдердің деңгейін көтеруге ықпал ете алсақ деп ойлаймын. Сонымен біздің секциядан шығатын ұсыныс егер былай деп айтылса, серіктес мектеп педагогтарының кәсіби дамуын қолдау мақсатында мобильді тәлімгерлік жүйені құру. Әрине, бұл ұсыныс тап тура осындай структурада беру міндетті емес, но бұл структура өзгеруі мүмкін. Бірақ соған қарамастан біздің жұмысымыз ана каскад тәсілінде бүткіл серіктес мектептің педагогикалық коллективін қамту емес, негізгі мақсатымыз олардағы активтерді оқыту арқылы сол активтердің жұмысының белсенділігін көтерсек, ол мүмкін нәтижелірек болар еді. Мен қазір сіздердің жұмыстарыңызды тыңдай отырып, осындай пікірге келдім. Алып қосарларыңыз бар ма, сұрақтарыңыз болса, немесе қосу, өзгерту, түзету болса, сіздерді тыңдайық. Айнұр Шамиловна. Әріптестер, бұл қатып қалған шаблон емес. Рахмет, Агүл Марғанна. Бұл сіздерге ұсыныс ретінде барлық айтылған спикерлер және сіздер қатысушы ретінде ұсынған әртүрлі әдістер немесе ұсынымдар, сұрақтар, жаңа идеялар, ақылды сұрақтар төңірегінде құрылған модель. Әріптестер, егер сұрақтарыңыз жоқ болса, қазір тездетіп жатыр организаторлар. Мен бұл сессияны аяқтайын. Сіздер жалпы общий пленарный сессия қайттан өтсеңіздер, ол жерде марапаттау болады. Рахмет. Жақсы, рахмет барлығыңызға.